ұбт 2027 болмайды деген не шығарды халық? Өзгеріс емес, болмайды деген. Немесе SIT, GRE деген нәрселерге дайындалып кеткендер болды. Сондай арнайы мұғалімдер алып жатқандар болды. Жастарды білем. Осыған да бір ауыз өзіңіздің бір өзгерістерді айтып берсеңіз. ИТС Қазақстандағы ұбт-ны жаңғыртуға, модернизация жасауға өзінің септігін тигізеді деп. Дұрыс емес ақпарат тарап кетті, ұбт толығымен болмайды екен деген сияқты. ұбт 2027 жылы болмайды екен. ұбт-ның орнына сат, яғни SAT тапсырады екенбіз. Тіпті осы сатқа дайындайтын мұғалімдерді іздеп кеткендер бар, сол сатқа бейімделіп жатқандар бар. Жоғары оқу орнына түсудің ең негізгі имтихандардың бір болып саналады. Уақыт келе мүлде ұбт емес, мүлдем басқалай да аталуы мүмкін. Бір имтихан болады. Бұл жобаның аясында оның аты мүлдем ұбт болмауы да мүмкін. Бар, олай емес. SAT болмайды. Нақты айтар болсақ, SAT сат ұбт-ны алмастырмайды. Осындай кезде әрине ұбт-ның форматы да ауысу керек деген ниеті. Әрине Қалыпты жағдай. Қалыпты. Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Бұл Омарбек Көшкінбайұлы. Кезекті подкастымызға қош келдіңіздер. Біз мұнда білім туралы, мамандықтар әлемі туралы, ұбт жаңалықтары туралы әңгіме өрбітеміз. Бүгінгі студия қонағымыз Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің кеңесшісі Емелбаев Руслан Тоқтарбекұлына шақырып отырмыз. Руслан мырза, қош келдіңіздер. Қош көрдік, рахмет. Осындай бір подкастпен жалпы ата-аналарға, халыққа пайдамыз тисін деген ниетпен бастап жатырмыз. Қонағымыз болғаныңызға ризамыз, алғысымыз шексіз. Рахмет. Жалпы енді біз сізді мына ұлттық тестілеу орталығының директор ретінде бүкіл халық таныды, біз таныдық. Көптеген өзгерістер алып келдіңіздер. Қазіргі қызметіңіз де осыған сәйкес халыққа жалпы түсіндіру жұмыстарымен көп айналысып жатсыздар. Жалпы өзіңізді кішігірім танысақ, енді ата-аналарға бұл подкасттың көбісі ата-аналар көреді, көбінесе жастар көреді, 9-11 көргендіктен бір өзіңізді бір таныстырып, өзіңіз туралы ақпарат алсақ. Енді Омарбек мырза, біріншіден рахмет осындай подкастқа шақырғаныңыз үшін. Себебі қазіргі уақытта ғылым және жоғары білім министрлігінің жалпы осы білім саласында ең маңызды көкейкесті мәселе бұл болып жатқан өзгерістерді, маңызды өзгерістерді, Қазақстанда ашылып жатқан шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдары және қосдипломдық бағдарламалары, ұбт-да болайын деп жатқан, жоспарланып жатқан жобалар мен белгілі өзгерістерді жаңа өзіңіз атап өткенде жалпы қоғамға, соның ішінде ата-аналар, сонымен қатар жоғарғы сынып оқушыларына жеткізу өте маңызды. Және жеткізу бұл тек қана ресми парақша немесе ресми арналар ғана арқылы емес, осындай сіздер сияқты қазіргі уақытта қоғаммен етене жұмыс істеп жүрген азаматтар арқылы жеткізу де өте маңызды. Енді жаңа өзіңіз атап өттіңіз, мен 2021 жылдың тамызынан 2024 жылдың ақпанына дейін ұлттық тестілеу орталығында директор қызметінде болдым. Одан кейіннен осы 2024 жылдың сәуір айынан бастап ғылым және жоғары білім министрлігі Саясат Нұрбектің қазіргі кезде осы кеңесшісі қызметіндемін. Енді әр кеңесшісінің өз жерде өзінің бір міндеті бар. Мен енді жалғыз кеңесші емеспін. Енді менің негізгі министрдің алдына қойып отырған үлкен мақсаттардың бірі бұл кәсіби бағдарлау жұмысы. Енді бұл кәсіби бағдарлау жұмысының ішіне бұл ұлттық тестілеу орталығында ұбт-да кіреді. Сонымен қатар бұл бөлініп жатқан гранттар, сонымен қатар мына жаңа да атап өткендей ашылып жатқан филиалдар, осының былайша айтқанда идеологиялық жұмысы көп жағдайда қоғамға жеткізу деп өте маңызды. Сондықтан осы салада қазіргі кезде негізгі қызметімді атқарып жатырмын. Негізгі менің мамандығым, мен өзім мұғаліммін, негізгі тарих пәні мұғаліммін. Өзім мамандығымда жақсы көремін. Сондықтан егер әлеуметтік желіде байқасаңыз, көп егер белгілі бір қалаларға немесе елге барған кезде, егер мүмкіндік болып жатса, уақыт табылып жатса, сол жерде бір маңызды бір тарихи оқиғаға қатысты немесе маңызды бір тарихи ескерткіштерге, архитектураға қатысты міндетті түрде бір кішігірім бір
не түсіруге тырысамын, Иә, видео посттарыңызды түсіріп, көріп, постап, сторисіңізді соны көреміз, жариялауға, иә. себебі ол өте маңызды. Енді ол жердегі негізгі қағидатым, енді белгілі бір қызметтер олар уақытша, бірақ мен негізгі мамандығым ол тарих пәні Қандай керемет, мұғалімі. қандай керемет. Сол себептен сол жағынан пайдасы болсын. Әсіресе ұбт-мен байланыстыруға көп жағдайда тырысамын. Күшті. Себебі одан кейін енді жалпы сол мына әсіресе көп жағдайда сол тарихиға байланысты неткен кезде, мына қазіргі кезде осы ұбт саласында тарихпен айналысып балалар дайындап жүргенде мен бөлісуге тырысамын. Себебі әр адамның ондай тарихи жерге баруға уақыты, немесе мүмкіндігі болмауы мүмкін. Ал енді тарих деген ол тек қана жаңағы кітаптан, оқулықтан оқу емес қой. Ол жерде барып көріну, сезіну деген ол бөлек. Атмосфераны. Соны енді сол нелер арқылы беруге тырысамын. Енді оны да өзімнің бір азаматтық, өзімнің бір хоббиім ретінде көремін оны. Соны да істеуге тырысамын. Сізге қарап тарихшылар бой түзейтін сияқты. Ертеңгі күні Рустам ағайдың барған біз де барайық деген. Енді маған әрқашан айтады, сіз тарихшы, метім жоқ, тарихшы деген ол ғалым ғой. Иә. Абайдың сөзі бар ғой, болмасаң да ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз дейді. Мен тарих пәні мұғаліммін. Сол себептен әрине мен ойлаймын маңызды, әрине маңызды. Онымен бөлісу, оны ұбт-мен байланыстыру деген сияқты ол өте маңызды. Рахмет, Рустам ағай. Жалпы бағана елді мекенді аралайын дедіңіз. Әлі есімде, Қаскелеңге алғаш іс сапарыңыз есімде. Ол кезде ашық есік күні ұйымдастырған болатынбыз, және хатты біз жаңадай Қарасай, Алматы облысы жаңа қалалық неге жіберген болатынбыз. Осылай бізде ашық есік күні болады, және құрметті қонақ осылай ұлттық тестілеудің директоры Руслан Тоқтарбектің өзі келеді деген кезде әлі есімде. Кейбір директорлар маған звондаған болатын. Астанадан Руслан өзі келе ма деп сенбеген болатын. Әлі сол картина есіңізде ғой да. Почтана жерден 1500-2000 бала келген, 300-400 ата-ана келген. Өткенде де сізбен бірге барып, ашық есік күнге бірге барған болатынбыз. Шынымен осылай сіздің елді мекендерге баруыңыз, осы ұлттық тестілеу орталығындағы жаңалықтарды бөлісуіңіз, тем более қазір жаңа айтып жатсыздар, өзгеріс болып жатыр. Яғни өзекті тақырыптың біреуі мына ұбт 2027 болмайды деген не шығарды халық. Өзгеріс емес, болмайды деген. Немесе SIT, GRE деген нәрселерге дайындалып кеткендер болды. Сондай арнайы мұғалімдер алып жатқандар болды. Міне осы өзгерістерді, тағы да жаңадай міне ұбт-ға жаңалықтарды елді мекендер бар түсіндіресіз ба? Осы жерден бір түсіндіріп кетсеңіз, өйткені халық ертең көреді, түсінбей жатқандар да бар. Қате түсініп біз не істейміз деп паникаға беріп жатқан қаншама жастарды білем. Осыған да бір ауыз өзіңіздің бір өзгерістерді айтып кетсеңіз. Енді қазіргі кезде ұлттық тестілеу орталығы өзінің белгілі бір бағыт бағдары бар, өзінің білікті, білімді, өте тәжірибелі басшысы бар. Өзінің жұмыстарын ол жалғастырып жатыр. Бұл енді ол белгілі министрлік тарапынан қойылған жалпы жоғары білімнің дамудың концепциясы бар 2029 жылға дейін. Сол концепцияның негізінде сол министрлік және министрлікке еншілес мекемелер, сонымен қатар жоғарғы оқу орындар сол концепция жоспардың негізінде әрекет етеді. Сондықтан ұлттық тестілеу орталығы да өте қарқынды, өте керемет жұмыстар атқарып жатыр. Бұл тікелей жаңа сіздің айтып отырған неңіз осы 2025 жылдың қыркүйегінде естеріңізде болса көптеген жаңалықтардың бәріне шықты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Нью-Йорк қаласында сол жерге біріккен ұлттар ұйымының үлкен ассамблеясына қатысуға сапарға аясында ETS-тің Education Testing System сервистің басшысымен Амит Себекпен келіссөздер жүргізілген болатын. Бұл өте үлкен ауқымды жұмыс болды. Ұлттық тестілеу орталығы тарапынан, ғылым және жоғары білім министрлігі тарапынан, және ол жерде ақпарат берілді. Жаңағы ETS Қазақстандағы ұбт-ны жаңғыртуға, модернизация жасауға өзінің септігін тигізеді деп. Сол сәтте есіңізде болса үлкен бір дұрыс емес ақпарат тарап кетті. ұбт толығымен болмайды екен деген сияқты. Қазірде бұл жалғасып жатыр. Осы жол Алматыға келудегі негізгі сапардың мақсаты бұл ғылым және жоғары білім министрлігінің кеңейтілген алқасы, коллегиясы өтті. Сол сапар аясында кешеде осы ұлттық тестілеу орталығының басшысы Болатбек Серікбайұлы Абдрасилов баяндама жасап, жалпы осыдан 2 күн бұрын ғана сол ұлттық тестілеу орталығы мен ETS-тің басшылығы келісім шартқа, 3 жылға жоспарланған келісім шартқа қол қойды. Бұл да негізінде ұлттық тестілеу орталығының, сонымен қатар министрліктің, біздің тікелей
министр Саясат Нұрбектің үлкен бір жетістігі деп айтса болады. Бірақ енді қоғамда түсінбей жатқан, жаңа өзіңіз айтқандай, мәселе өте көп. ұбт 2027 жылы болмайды екен. ұбт-ның орнына сат, яғни SAT тапсырады екенбіз. Тіпті осы сатқа дайындайтын мұғалімдерді іздеп кеткендер бар, сол сатқа бейімделіп жатқандар бар. Бұны мен нақты айтайын. Бұл жерде ұбт-ны толығымен алып тастау деген бір мақсат жоқ. Енді ұбт деген ол бір имтиханнан, ұбт деген біріншіден біз түсінуіміз керек, ол жоғары оқу орнына түсудің ең негізгі имтихандардың бірі болып саналады. Енді жаңадан пайда болатын ұбт-ны дамыту ғой, енді жетілдіру, ол уақыт келе мүлде ұбт емес, мүлдем басқалай да аталуы мүмкін. Мүлдем басқалай аталуы мүмкін. Енді ұбт деген атау сонау 2004 жылдан бері келе жатыр ғой. Бірақ бір имтихан болады. Яғни жоғары оқу орнына түсуге бір имтихан болады. Бұл жобаның аясында оның аты мүлдем ұбт болмауы да мүмкін. Екіншіден, бұл жерде толығымен ұбт-ны алып тастап SAT-ді қояды деген бір пікір бар. Олай емес. SAT болмайды. Біздің түсінігіміздегі SAT-дің балаларды алып, сол SAT-ді тапсырып, соның сертификатымен барып жоғары оқу орнына түседі екен, ол жоқ. Ол жоқ. Нақты айтар болсақ, SAT сат ұбт-ны алмастырмайды. Бірақ неге бұл SAT деген сөз шықты? Себебі министрде Саясат Нұрбекұлы өзінің көптеген осындай подкасттарға барғанда, интервью беріп жатқанда, ол кісінің көп айтатын бір мәселесі SAT-ге ұқсас болады деп айтады. SAT болады деп мағына. Ол қай мағынада? Әрине біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Негізінде ұбт-ның тарихи миссиясы өте үлкен, және негізінде ұбт қаншалықты оған әрине кебезде сыни тұрғыдан қарап жатсақ та, негізінде өзіне алдына қойылған мақсатты миссиясын ол орындады. Осыны біз білуіміз керек. Неге? Себебі осы ұбт арқылы талай қазақтың, әсіресе ауылды жердің балалары, тіпті бастап кезде өз аудандарынан шықпай, тапсырып, сол жерде тапсырып, қалада тұрған жоғары оқу орнына түсуге мүмкіндік алды. Қандай тамаша. Және соңғы жылдарда жасалған өте маңызды шаралардың арқасында ұбт-да бір академиялық адалдыққа деген өте қатты басымдық берілді. Қазіргі кезде мына ұбт-ға дайындықтың күшеюі бұның бәрі нені білдіреді? Демек, балалар өз біліммен ұбт-ны тапсырып жоғарғы оқу орнына түсе бастады дегеннің бір көрсеткіші. Сондықтан ұбт өзінің бір тарихи миссиясын негізінде осы форматта ол ақтап өтті. Біз енді мынандай жаңа бір имтихан келеді екен, мына ұбт жаман екен деп айта алмаймыз. Ол өзінің тарихи. Бірақ мына 21 ғасырда VUCA World дейміз, қазір мүлдем басқа әлемде бір тез құбылыстардың болып жатқан, жаһандану процесінің тез келіп жатқан, әсіресе соңғы кезде мына жасанды интеллекттің AI-дың пайда болуы мүлдем адамзатты бір басқалай ойлануға және басқа әрекет етуге қадам жасатып жатыр. Осындай кезде әрине ұбт-ның форматы да ауысу керек деген еді. Әрине қалыпты жағдай. Мысалы, бұл жердегі академиялық білім қалып, академиялық білім міндетті түрде болу керек. Бірақ сонымен қатар жоғары оқу орнына түсіп жатқан талапкерлердің мына сыни тұрғыдан ойлана білуі, ол да мына когнитивтік қабілеттердің де өлшенуі де өте маңызды. Енді сондықтан бұл имтихан бұл форматта болады. Екінші, SAT деп неге көп жағдайда айтылады, соған ұқсас деп. Қазіргі кезде әрине соңғы жылдарда талапкерлерге өте жақсы бір мүмкіндік берді. Жылына ұбт-ны 5 рет тапсыра алады. Мысалы, қаңтарда тапсырады, одан кейін наурызда тапсырады, одан кейін мамыр және маусым айларында 2 рет тапсырады, бұл грант конкурсына, одан кейін тамызда тапсырады. Сонда 5. Енді бұл 5 ұбт-ның қаңтар, наурыз және тамыздағы ұбт олар ақылы. Яғни кез келген талапкер егер оны тапсыратын болса, міндетті түрде ақша төлеу керек. Оның өзінің бекітілген бағасы бар. Және бұл ұбт-лардың сертификаты Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында тек ақылы негізді оқуға жарамды. Мемлекеттік грантқа жарамайды. Тек ақылы оқуға ғана жарамды. Бірақ бұл жерде тағы да бір мәселені ерекше атап өткім келеді. Қазіргі кезде ережелерге енгізілген өзгерістердің негізінде қаңтар және наурыз ұбт-ның сертификаты Қазақстанда ашылып жатқан кейбір филиалдардың қабылдау имтиханына жарамды.
Вау, қандай керемет. Мысалы Астанада ашылған Кардиф университетіне осы қаңтар немесе наурыз убының сертификатымен барып олардың қабылдау имтиханына қатысуға болады. Бұл жерде мағына мынау емес, сертификатты алдың да ол жаққа грантқа түсіп кеттің емес, солардың қабылдау имтиханына қатыса аласың ішкі шарттарына. Яғни тамыз, мамырды күтпей, маусымды күтпей, қазірден бастап тапсыруға болады. Күшті екен. Бұл бір ең басты биылғы жылдың жаңалығы. Енді балалардың ерекше тағатсыздана күтетіні бұл негізгі ұбт. Бұл негізгі ұбт дейміз, шынайы ұбт дейміз. Енді балалар көбінесе бұны грант ұбт дейді, шынайы ұбт дейді, настоящий ент дейді. Мен кейбір кезде қалжыңдаймын, демек қаңтар мен жаңа наурыз, тамыз олар не настоящий енті ма емес. Бұл жердегі әрине түсінікті. Мысалы жаздағы ұбт-ны, және жаздағы ұбт-ны, негізгі ұбт-ны ағымдағы жылдың мектеп бітірушілері. 11, кейбір нелерде 12-ші сыныптың түлектері олар тегін тапсырады. Ақысыз. Екі мүмкіндікте тегін. Өткен жылдың талапкерлер, олар ақылы. Бірақ ағымдағы жылдарға оларға тегін екі мүмкіндік беріледі. Және де талапкер қазіргі уақытта тапсыратын күнін, тапсыратын уақытын, тіпсі тапсыратын мекенін, жерін өзі таңдайды. Мұғалімсіз. Мұғалімсіз. Енді бұл жерде де бұны ерекше бір атап өткім келеді. Негізінде көп жағдайларда бізде, әсіресе мұны түсінем, кейбір жағдайларда мұғалімдер балаларды тіркеп жатады. Мен өңірлерді аралағанда, аудандарға барған кезде талапкерлерден сұрағасан, айтады, мен өзімнің аккаунтымды және логин паролімді білмеймін дейді. Мәссаған. Бір жағынан қарасаңыз, енді бұл түсінікті, мұғалімдер енді уайымдайды ғой, бұл бала тіркеле алмай қалады, біз көмектесейік. Бірақ екінші жағынан бұның тағы да бір қауіпті жағдай бар. Ол қандай? Мына тіркелу жағында проблем болуы мүмкін. Бізде міне биылғы жылы қаңтар ұбт-ның кезінде сонда бір кейс болды. Қазақстандағы бір қалада мұғалім, қалалық мектептің мұғалімі балаларды өзі тіркейді. 16 баланы өзі тіркеген, соның 8-і тіркелмей қалған. Ана процедураны соңына дейін бітірмеген, төлем Каспийдан жасалмай қалған, соған байланысты 8 бала барады, ұбт-ны тапсыруға. Кіргізбейді. Бірақ кіргізбейді. Неге? Себебі олар базада жоқ. Енді кім жауапты? Мұғалім жауапты. Сол себептен бұл жерде де кеңес берер едім. Жалпы мұғалімдарды балаларды тіркендер емес, балалардың тіркелуін ұйымдастырыңыздар. Бірақ тіркемеңіздер. Себебі ол үлкен бір жауапкершілік. Ертең бұл жерде реніш болады. Баланың ренішісі болады, ата-ананың ренішісі болады. Сондықтан бұл жерде ұлттық тестілеу орталығы және ештеңе істей алмайды. Тіркелмеген база жабылғаннан кейін ешбір баланы қосымша алып тіркеуге ешкімнің құқығы жоқ. Енді SAT-ға келетін болса, жаңа әңгіме содан басталды ғой. Мысалы қазіргі кезде ұбт 5 рет тапты, бұл жақсы бір мүмкіндік. Бірақ ғылым және жоғары білім министрлігінің алдына қойып отырған көздеген мақсаттарының бірі, егер жаңа форматтағы ұбт, яғни дамыған ұбт келгенде бұндай шектеулер болмайды. Наурыз, тамыз, негізгі дейін. Қазір SAT қалай? Сіз кез келген уақытта барып тапсырасыз. Қай тапсыра береміз. Және сертификатыңыздың бәрі жарамды. Admissionге барып тапсыруға. Тура сол сияқтырақ белгілі бір бөлінбейді, нелер мерзім қойылады. Және сол мерзімде талапкер кез келген уақытта барып еркін тапсырып, және сертификатының барлығы оның неге грант конкурсына жарамды болады. Бірақ енді қазіргі уақытта оның бәрі ақылы бола ма, қаншасы тегін болады баланы тапсыратын мүмкіндігінің. Оның бәрі әрине осы жобаның аясында нақтыланатын болады. Ол екінші сат дегендегі мағына осы. Яғни белгілі бір айларға, мерзімдерге шектемей, жыл бойы талапкерге тапсыруға мүмкіндік беру. Яғни өзінің ыңғайлы кезде барып тапсыра береді. Енді екінші маңызды мәселе, мына енді бұл бірін емес қой, бірнеше себеп болады. Мына Қазақстанда соңғы жылдарда ғылым және жоғары білім министрлігі өте мына президенттің тікелей тапсырмасы бар. Ол Қазақстанда жетекші шетелдік жоғарғы оқу орнының филиалдарын ашу. Және Қазақстанда мына орталық Азияның, Орта Азия жалпы орталық Азияның академиялық орталығына, яғни хабына айналдыру. Бұл тікелей бір тапсырма. Осы тапсырманы жүзеге асыруда ғылым және жоғары білім министрлігі, енді бұны да ойлаймын, қоғамда, халықта көріп жатыр. Саясат Нұрбекұлы өте үлкен жұмыс атқарды. Бұны мойындау керек, өте үлкен жұмыс атқарды. Қазақстанда бұрын соңды болмаған мүмкіндіктер талапкерлерге
пайда болды. Мысалы осы Алматы қаласында Қаскеленде әуес университетінің базасында найфа дейміз, Нью-Йорк фильм академия ашылды. Қандай керемет. Енді ол білесіз, Америкада екі ғана жерде бар, біреу Нью-Йоркта бар, одан кейін Калифорнияда, Лос-Анджелесте бар, сол екеу ғана. Соның енді міне Қазақстанда ашылып отыр. Бұл қазақстандық жалпы осы саланы білетін адамдардың барлығы, қазақшалап айтқанда, бөріктерін аспанға тік қуанып. Бұл қандай керемет. Біз барып Нью-Йоркқа барып оқуға тырысатынбыз, соған түсуге тырысып бір арман еді. Енді арманымызды барып енді Қаскеленнен тауып жатырмыз. Бұл да үлкен бір жетістік. Енді мысалы бұрындары біздің солтүстігімізде Петропавл деген қала бар. Бұрын басқа өңірлерден, әсіресе Астанадан Петропавлға барып балалар оқуға түспейтін. Осы соңғы жылдарда, өткен 2 жыл бұрын, Петропавлда Қозыбаев университетіне Астана қаласынан, Астананың айналасындағы емес, ауылды емес, нақты Астана қаласын, астаналық мектептен 30 талапкер оқуға түскен екен. Неге деген сұрақ туындады? Себебі Қозыбаев университеті негізінде американдық Аризона университетінің бағдарламасы іске қосылған болады. Яғни 2 диплом алу мүмкіндігі бар. 2 диплом алу мүмкіндігі. Ақтөбеде Хериот Уат, Астанада да Кардифф университеті. Енді Кардифф университеті әлемге танымал топ университеттердің бірі. Астанада, және ең бастысы, Омарбек мырза, бұл жерде ерекше атап өту керек, қазақстандық талапкерлер, қараңыздар, шетелдік емес, қазақстандық біздің талапкерлер осы филиалдарға грант негізінде мемлекеттің қаражатына грантқа түсуге мүмкіндіктері бар. Яғни шетелге шықпай, Америкаға бармай, UK-ге бармай, осы жерде Қазақстанда сол деңгейдегі диплом алады. Қосымша мемлекеттік грантпен. Саған қандай керемет. Мемлекеттік грантпен, және де оқу барысында әр бағдарламаның, әр филиалдың шарттары бөлек. Оқып жатқан кезде не істейді? Сол университеттің базасында барып, және академиялық мобильностьпен сол жерде барып, әр жерде әртүрлі, бір жерде 1 семестр, кейбіреуінде 1 жыл оқуында сол жерде оқиды. Сол мемлекетте. Құрметті ата-аналар, өте маңызды бір нүктеге, осы жерде бір пауза басып кетейін. Көп ата-аналар білемін, балаларын шетелге жіберуден қорқады. Әсіресе қыз балаларды, әсіресе ұл бала болса әлі өзіне сенімсіз, немесе кей кезде ағылшыным жетпейді, немесе жаңағыдай қаражат проблемасы болуы мүмкін. Мысалы, мен білемін, Нью-Йоркта болдым, Нью-Йорк Film Academy жылына қателеспесем $50 мың шамасында. Бірақ сол филиалы қазір Қаскеленде, қараңызшы, Кардифф University, анау UK, әлем, Russell Group дейміз, әлемге танымал университет, бәлкім топ 150-ге кіретін Астанада. Аризона университеті топ 150-ге кіреді. Қараңызшы, яғни сіз Петропавловсқа түсіп, сіз әлемге танымал Аризона университетінің дипломын аласыздар. Яғни сіздің балаңыз Америка баруға шарт емес. Осы жерде өзіміздің елімізде, өзіміздің территориямызда оқып-ақ шетелдік дипломды алады. Қажет болса, белгілі курстан кейін 1 семестрге, 1 жылға академик ұтқырлықпен барып келе алады. Қандай тамаша дүние. Яғни магистратура оқымай-ақ бакалаврдың өзінде. Сондықтан да бұны осы жерде сіз керек болса кесіп алыңыздар. Руслан мырзаның айтқан әрбір сөзін ертең өзіңіздің балаңызға жіберіңіздер. Себебі көп ата-анада үлкен уайым қайғы осы. Мен жіберсем Америкаға, жіберсем UK-ге, немесе Еуропаға, балам адасып кетпей ме? Жоқ, міне осында Қазақстанда тамаша мүмкіндік беріліп жатыр. Еще қалай деп жатыр? Мемлекеттік грантпен оқуға мүмкіндік жаратылыңдар. Сондықтан да осы жерде қайта-қайта тыңдаңыздар, қайта-қайта тыңдап балаларыңызды жіберіңіздер едім. Енді сіз көп елді араладыңыз ғой. Оңтүстік Кореяны білесіз. Мысалы, Оңтүстік Кореяда бізде мысалы қазір Қазақстанда 12 ұлттық статус бар, университетіміз бар. Ең соңғы осы сол ұлттықтардың құрамына 13 қосылған Қарағандыдағы Букетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті статусын алды. Оңтүстік Кореяда өте осы IT саласында мықты ұлттық статус бар университет бар. Ол Сеул Тех университеті. Сеул Тех. Мықты. Енді сол Сеул Тех университетінің бағдарламасы қазіргі уақытта Қызылорда қаласындағы Қорқыт Ата университетінің базасында міне биылғы жылы есігін айқара ашып студенттерді қабылдады.
Вусонг университеті. Ол енді мемлекеттік емес, оның ұлттық статусы жоқ, ол жекеменшік университет, бірақ мықты университеттердің бірі. Сол өзінің филиалын толыққанды, бағдарлама емес, университетті Түркістан әкімдігі, облыс әкімдігі де қолдау көрсетті. Ғылым және жоғары білім министрлігі. Олар Түркістан қаласында өздерінің филиалын ашты. Вусонг университеті Түркістан қаласында. Қандай керемет. Мен үшін бір нәрсе қосып қойсам, Руслан мырза. Қараңыз, бізде қазір талапкердің көбісі университет десе Алматы мен Астана дейді. Бірақ қазір тыңдап отырмын. Петропавловск дедіңіз, Түркістан айттыңыз, Қызылорда айттыңыз, Ақтөбені айттыңыз. Ата-аналар, бұл деген қандай керемет дүние. Яғни сіз Алматы, Астана деп бәріңіз келу шарт емес. Міне өзіміздің Түркістан. Қараңызшы, туризм дамып жатқан Түркістанда IT Вусонг ашылды. Демек сіз осында Түркістанда оқып, ертеңгі күні Кореяның дипломын аласыздар. Қызылордамыз. Қараңыз, қандай киелі Қызылордамыз. Оқи аласыздар. Ақтөбе, Петропавл. Осындай жерге де балаңыз барса, яғни Алматының кептелісінде қиналудың қажеті жоқ. Астананың салқында қиналудың қажеті жоқ. Өзіміздің Қызылорда, Түркістан, Ақтөбеде сізді күтіп жатыр. Сондықтан да осы айтылғандарды бір жерге түртіп алыңдаршы. Яғни бұны мен айтқан жоқпын. Бұны жаңағыдай тікелей Астанадан келіп отырған міне Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрінің кеңесшісі Руслан мырзаның өзі айтып жатыр. Бұл не деген сөз? Демек, сенімді ақпарат. Және осыны ата-аналар, сіз жаңағыдай сайтын оқып жатқан жоқсыз, TikToktан көрген жоқсыздар. Бұл шынайы ақпаратты тікелей Руслан мырзаның өзінен естіп жатырсыздар. Ендеше, ата-аналар, балаларыңызға қазірден бастап осындай университетке түсудің шарттарын зерттей беріңіздер. Өйткені, түсінемін, бұлар халықаралық деңгейде болғаннан кейін өз шарттары бар ма? Бар. Жаңа айтып отырмыз да, мысалы, қосымша имтихандар болуы мүмкін. Болады да. Ағылшын болуы мүмкін. Болады да. Демек, бұл жерде тек қана ұбт емес, қосымша дағдыларыңызды, ойлау қабілеттеріңізді дамытыңыздар. Өйткені бұл университеттердің өзінің ішкі имтиханы сізді десейді соған негіздейді. Хабарыңыз болсын. Енді жаңа қысқаша осыны айттық қой. Енді осы филиалдардың ашылуы да жаңа бір имтиханды талап етіп отыр ғой. Осыған келейік. Себебі бұл ашылып жатқан филиалдардың өкілдері олар айтып отыр, әрине біз Қазақстанның білім жүйесіне құрмет көрсетеміз. Әрине сіздердің қабылданған ұбт-ларыңызды біз құрметтейміз, біз бағалаймыз. Бірақ сонымен қатарда бұл қазіргі уақытта бізге біраз жеткіліксіз болып отыр. Біз қосымша бір имтихан осы сұранысқа қарай да мына ұбт-ның жетілдіру деген қазіргі кезде заман талабына сай бір сұраныс болып отыр. Сондықтан бұл жерде мен неге бұның бәрін түсіндіріп отырмын, Орынбек мырза? Біздің ата-аналар, 11 сыныптың оқушылар, жалпы қоғам бір нәрсені түсіндіру керек. Қазіргі кезде мына ұбт-ны жетілдіру деген бұл кездейсоқ немесе бір сәтте қабылдана салған шешім емес. Бұл қазіргі уақытта мына жағдайларды ескеріп бірнеше себептерден туындап отырған маңызды бір өзгеріс. Енді жаңадан неге ITS деген болады? Енді әлемде осындай салада көп қой. EQA деген компаниялар бар, одан кейін мысалы College Board деген бар, американдықтар бар, сатты қазіргі кезде негізінен өткізетін. ITS компаниясы бар. Енді осы жалпы келіссөздер жүрді, ненің нәтижесінде ITS компаниясы жалпы әлем бойынша олардың енді TOEFL, GRE деген имтихандар бар. Бір кездері жаңағы сатта сондар болған, қазір ол College Board қойды, 50 миллион адам олардың қызметін пайдаланады екен. Жалпы әлем бойынша. Және олардың өте маңызды салалардың бірі мына ғылыми тұрғыдан мына тесттерді, жалпы сұрақтарды зерттеуге өте қатты көңіл бөледі. Екінші бір маңызды мәселе айтайын. Қоғамда мынандай бір сол кезде қазіргі уақытта да кейбір адамда былай түсініп қалуы мүмкін. Сонда Қазақстандағы жаңа форматтағы ұбт-ны немесе жетілдірген ұбт-ны сұрақтарын сонда американдықтар дайындай ма деген сияқты. Жоқ, бұл жерде бір нәрсені түсінуіміз керек. Американдық ғалымдар, осы салада жүрген майталман мамандар, олар қазақстандық осы салада жүрген мамандармен бірлесе жұмыс істейді. Олар оның әдістемесін үйретеді, бөліседі, және соның негізінде тура олардың айтқаны алып та бір жерге қоя салмайды. Себебі Құдайға шүкір, Қазақстанда да бұл сала белгілі бір тәжірибе жинақтаған, өзімізде біздің жақсы мамандарымыз бар. Солармен ескеріле отырып, Қазақстанның шартын, осы жақтағы білімнің негізгі шарттарын, оңген менталитеттің бәрі ескеріле отырып, жаңа форматтағы біріне. Сондықтан министр да бұны ерекше айтты.
бұл алып та міне 2027 емес, бұл степ бай степ болатын үлкен бір өзгеріс. Бірінші, енді қазіргі кезде бұл мына ұбт қалады. Осы форматында ұбт-ның сұрақтары жетілді. Mesela 2026-да ешқандай өзгеріс болмайды. жоқ. Жақсы. 2027-ге де ұбт-да қатты бір өзгеріс болмайды. Қатармен жүру. Жаңа бір пайда болатын тестілеу, ол бірінші кезекте сұрақтар дайындалады, ол зерделеу жұмыстары жүргізіледі. Және ол бірінші кезекте мына Қазақстанда жаңа айтқан филиалдардың қабылдау имтиханында бірінші апробациядан өтеді. Түсінікті. Одан кейін ғана барып, мына ұбт-ның егер бәрі сәтті өтсе, бүкіл нелері ескерілгеннен кейін ғана барып, ол мына ұлттық деген статусқа мына бүкіл Қазақстанға енгізілетін болады. Сол себептен бұл бір жылдың ғана жұмыс емес, бұл 2-3 жылға жоспарланып отырған үлкен бір жұмыс. Қандай тамаша түсіндірдіңіз. Атылар, қараңыз, құлаз алтын сырға 2027 ұбт болмайды деген дүние жоқ. Бұл өз қатарына ұбт бола береді. Естеріңізге сала кетейінші, біздің осыдан бір 4-5 жыл бұрын Қазақстанда көлік нөмірі өзгерді. Білесіздер ғой да? Жаңа форматқа көштік. Еуроп форматына көштік. Сол кезде көбісі айтты жаңағыда Алматының ол кездегі несі А еді, облыстікі Б еді десеңіздер. Сонда біз көлік нөмірі лақтарамыз ба? Лақтарған жоқ ешкім. Сол көлік нөмірлері қатарынан жүре берді, жаңа көлік нөмірі қосылды. Қашан барып жаңа көлікті переоформление дейміз ғой, өзі өткізген кезде жаңа көлік нөмірі алатын болды. Ол яғни кесілген жоқ. Мен әлі көрем Алматыда сонау 90 жылдың 2000 жылдың машинасы әлі бұрынғы боммен жүргендер бар. Демек ол жүре береді, ол жүрек аса береді. Ол қашан машина сатқан кезде қайтып өзгереді. Сол сияқты 2027 ұбт форматы кесіліп алып тасталмайды. Көрдіңіз ғой да, тыңдадыңыз ғой. Бұл қатардан жүреді, бірақ сіз жаңартылған ұбт-ны, яғни сіздің тіліңізбен айтайық, SAT дейік, GRE дейік, сіздің тіліңізбен айтайық. Ол айтпайық. Ол SAT демес, GRE демес, TOEFL демес, IELTS демес. Соған ұқсайтын деп айтылған. Өзгертілген ұбт, яғни жаңа форматтағы ұбт-ны тапсырсаңыз, сіз жаңадан ашылған мына шетелдік филиалдарға тікелей түсуге мүмкіндік аласыздар. Көрдіңіз ғой да? Ал болашақта степ бай степ дегеніміз ол кезеңмен 2028-29-да егер бәрі сәтті болса, яғни сол кезде сіз 28-29-да барлық жоғары оқу орындары тікелей тиесілі. Сондықтан 2027-лер қорқпаңыздар. Бұл жерде сізге жаңағыдай ойбай деп ұйықтамай жүргендерді біле берсіз, ұйықтамай. Сонда бізге не керек? Мына кітаптарды лақтыруға дайын тұрғандар бар. Және осыны айта кетейікші, мына сұрақтар аспаннан келмейді ғой. Сұрақтар бұрынғы өзіміздің оқулықтардан келеді, дұрыс емес пе? Сол туралы айта кетсек, өйткені мен жаңа формат дегеніміз аталар, сұрақты былай ойлауға қабілеті бар. Жаттанды емес. Мына жалпы critical thinking дейміз ағылшынша, мына қалай десем болады? Ойлап шешуге негізделген сұрақтар келгендіктен бала жаттау емес, түсінгенін жеткізу өте маңызды. Осындай сұрақтар басым келгендіктен мен ойлаймын, жаңағыдай кітаптар лақтыру қажет жоқ, керісінше түсініп оқу керек деп ойлаймын. Біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Бұл енді аяқ астынан болып жатқан бір өзгерістер емес қой. Есіңізде болса, осы уақытқа дейінгі ең басты өзгеріс 2017 жылы басталды. Иә. Бұл жерде оқу сауаттылығы мен математикалық сауаттылық енгізілді. Бірақ алғашқы кезде біз не істедік? Біз математикалық сауаттылықты математикаға кіргізіп қойдық. Ал оқу сауаттылығын балаларды дайындаумен кімдер айналысты? Қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі. Негізінде әлемде ондай бір нәрсе жоқ. Оқу сауаттылығы деген сіздің сол тілді қаншалықты керемет грамматикасын, ережесін білесіздің өлшенбейді ол жерде. Ол жерде ол мәтінмен жұмыс істей білу. Не түсіндіңіз мәтіннен? Не түсіндіңіз? Ол жерде мәтінді толыққанды, ол бір оқып шығу бір мәселе. Одан кейін сондай бір сұрақтар сұралынады. Сіз сол жерде сол мәтінге негіздеп отырып ойланып жауап беруіңіз керек. Енді одан кейін 2022 жыл сондай мәтін сұрақтар Қазақстан тарихына ене бастады. Сондықтан бұл бір сәтте болып жатқан өзгеріс. Тіпті есіңізде ме, математикалық сауаттылықтан бастап келе тіпті кейбір математикаға ұқсас сұрақтар пайда бола бастады. Одан кейін қазіргі кезде математикалық сауаттылық деген бұл логикалық сұрақтар. Қазіргі кезде мына Назарбаев зияткерлік мектептерінде, одан кейін білім инновация мектебінде, кейбір дарынды мектептердің қабылдау имтихандарында сондай логикалық сұрақтар бар. Математикалық сауаттылықтың сұрағына жауап беру, әрине бір математиканы білу керек. Бірақ ол жерде оның сұрақтарына жауап беріп жатқан сізге синус пен косинустың, логарифмінің, тригонометрияның қажеті жоқ. Ол жерде ойлана білу өте маңызды. Мен осы 2017 жылдары осы жаңа форматтағы ұбт енгізіліп жатқан кезде әлі есімде, енді мен қаланы атамай қойын, көбінесе қаланы атаған кезде бәрі нетеді ғой. Қазақстанның бір қаласына барып,
балалармен кездесу өткізген. Ол кезде мен әлі ұлттық тестілеу орталығында министрлікте жұмыс істемеймін, бірақ осы салада жұмыс істеп жүргеннен кейін бір оқушылармен кездесу өткіздік. Сонда бір бала орнынан тұрып маған айтады, маған дейді математикалық сауаттылықтан дейді физикадан сұрақ келді дейді. Қызық. Біз аңтамыз, ойбай қайда сөйтіп. Сол айтамын ғой, сен сол пробный бар ма десем, бар дейді. Соны барып бір бала жүгіріп кетті жаңағы кітапшаны алып келуге. Ол кезде әлі электронды формат емес па, қағаз түрінде. Оны мен де күтіп тұрмын. Мен ойлап қалдым, қазір енді шынында да сол физикадан бір сұрақ қателікпен еніп кетті ме екен деп. Сонан кейін жаңағы сұрақты алып келді. Сұрақ былай. Қараңыз. Мен енді есімде қалғанша айтайын. Егер дейді сіздің айдың басында электр көрсеткіштегі счетчиктағы осыншама ватт КВТ деп тұрған ғой, көрсетіп тұрса, және айдың соңында осынша болса, егер 1 киловаттың құны мынандай болса, сіз онда қанша төлейсіз айдың соңында дейді. Бала оны түсінбей, ол КВТ көрген, киловатт көргенде физика деген ғой бірінші ойына келген. Сонда қарасаңыздар, бұл жерде де өте маңызды. Ол енді ең алғашқы енгізілген жылдар ғой. Өте түсінбеді көбі. Бірақ қазіргі кездер шынында да ұбт-ның сұрақтарын сапасын арттыруда соңғы жылдарда да өте маңызды қадамдар жасалды. Себебі біз ұмытпауымыз керек болған нәрсе, ол тестология деген үлкен бір ол ғылым. Келісем. Мысалы біз жаңағы ETS айтып жүрміз, колледж борд айтып жүрміз. Колледж бордың 20 ғасырдың басында негізі қаланған. Қателеспесем 1905 жылы. Ал мына ETS-іміз 1947 жылы негізі қаланған. Бізде ғылым академиялар енді ашылып жатқан кезде ETS-ті осы тестология саласын, осы білім саласында жүрген. Сондықтан әрине бұған кейбір нәрселерге біз асыққанмен болмайды, оған тәжірибе керек, оған уақыт керек. Сондықтан бұл жердегі ең жаңағы басты мәселе, жаңа сұрақтарға келетін болса, сол сұрақтарды дамыту. Бұл айтайын дегенім, бір заңдылық бар ғой, бір 2017 жылдан сол функционалды сауаттылыққа байланысты не келе жатқан нәрсе өзінің бір логикалық қазіргі кезде қарқынды жалғасын тауып жатыр деп айтсақ болады. Күшті. Осы жерде қоса кетейін, өткенде бір семинарда айтқан кезде бір ата-ана жақсы үлгі берді. Осы өзгерістер туралы. Сол ата-ананың да үлгісін сізге бөлісе кетейін. Өзінше түсінді, мен де құптадым. Бір талапкер сұрады, сонда біз жаңағы сияқты GRE, SAT сияқты дайындаламыз ба, не дегеніңіз ата-ана өте маған ұнады сол жауабы. Бұрындар дейді, көбінесе ұбт-да енді әсіресе жаңағыдай математика деп айтайын, 2 қосылған 3 тең 5 болса, қазір логикалық сұрақтар 2 адамның істеп жатқан жұмысын пәлен сағатта бітірсе, соны 3 адам істесе, қанша сағатта бітіреді деген логикалық сұрақтар деп түсіндірді. Дұрыс қой, яғни осылай келеді ғой. Сондықтан да, құрметті ата-ана, яғни кітаптарды шетке лақтырмаңыздар. Бұның барлығы логикалық, жаңағыдай оқу сауаты дегенімізде белгілі мәтінді оқып түсінуіңіз. Қазақстан тарихы да ондай бір қиын дүние емес, мысалда, онда логикаға негіздесеңіз өте оңай. Математиканың өзі солай. Былай қарасаңыздар, біз жоғары оқу орындарында жаттанды білімді емес, ойлануға негізделген студенттер көргіміз келеді. Балаларыңызға қазірден бастап 9-10, тіпті кіші сыныптан бастап мына әртүрлі логикалық ойындар алып беріңіздер. Бала өздігінен ойлап шешім шығара алса, ертеңгі күні өмірде де қиын сәттерде логикасын іске қосатын болады. Жаттанды бір дүние емес. Мен былай істесем, мынау былай болуы мүмкін деп өзін шешім шығар. Сондықтан да бұл өте маңызды. Бұл ұбт-та өзгерістерді негізінде ертең балаңыздың өмірде қиын сәттерде жеңіп шығуға арналған десеңіз де болады. Сондықтан да осы ата-ананың маған қатты ұнады үлгісі. Руслан мырза, өте керемет. Соңғы бір мәселені айта кетейін. Жаңа бағана бері айтып жатырмыз, SAT дедік, жаңа GRE-ға кіріп кеттік. Біздің немізге GRE-ның қатысы болуы мүмкін, бірақ SAT-дің. Мына жаңа формат енгізілгеннен кейін бізде конвертация деген бар. Жалпы осы ұбт-ның жүйесінде конвертация деген бар. Ол не? Министрлік тарапынан бекітілген шетелдік емтихандар бар, қабылданған. Және олардың балы не істейді? ұбт-ға аударылады. Мысалы, SAT соның бірі. Енді бұл жерде бірақ бір мәселені айту керек. SAT өзі 2-ге бөлінеді. SAT reasoning, SAT subject. Бірақ subject соңғы жылдарда өткізіліп жатқан жоқ. Пандемиядан кейін олар бұны енді Қазақстан жасаған жоқ. Бұны олар өздері колледж бордтың өзі бір реформа жасап, алып тастады. Оның орнына қазір AP деген бағдарламаны қосты. Қазіргі уақытта сол жаңадан пайда болған AP-ді advanced placement'ті қарастырып жатыр. Сонда конвертациясы мәселесі қазіргі кезде жасау
мүмкіндігі министрлік тарапынан ұлттық тестілеу орталығынан қарастырылып зерделеніп жатыр. IELTS, TOEFLдар болсын, бұлардың бәрі конвертация жасалынады. Сондықтан бұл жерде егер бала SAT тапсырса, немесе IELTS сертификаты, мысалы IELTS сертификаты болған бала overall 6 немесе 6-нан жоғары алған болса, ол ұбт-ға кіргенде ағылшын тілін тапсырмаса болады. Ағылшын тілін тапсырмайды, оған не істейді? Оған 50 балл автоматты түрде қойылады. Бірақ бір мәселені ескеру керек. Енді көбі ол бала ұбт-ға кіреді, ағылшын тілін тапсырған жоқ. Бәрі айтады, енді бірақ ұбт-ның сертификатын алған кезде онда жаңағы ағылшынсыз есептелініп тұрады. 0 болып тұрады. Бірақ кейіннен оған ол конвертация жасалынады. Соны бір ескеру керек. Бірақ кейбір балалар айтады, ағай, мен мысалы ағылшын тілін тапсырдым. Менде overall IELTS-ым бар, 6-да 5 дейік мысалы. 6-да 5. Мен ұбт-ға кірдімде 44 балл алып қалдым. Бірақ сертификатын тапсырдым. Не болады? Оған жоғары несі қойып береді, IELTS-ы қойылып береді. Мысалы 44 өзі тапсырып 44 балл алғаны қарамастан, оған толығымен жаңа 50 баллы қойылып береді. Егер overall. Сондықтан соңғы жылдарда тағы бір маңызды бір өзгеріс болды өткен жылы. Бұл енді біз бұны қазақстандық IELTS дейміз. Қазтест деген емтихан бар. Бұл ғылым және жоғары білім министрлігі, соның ішінде ұлттық тестілеу орталығын тікелей өткізетін емтихан. Бұл емтиханды көп жағдайда бұрындар кімдер тапсыратын? Болашақ бағдарламасына өтінім беріп жатқандар. Сонымен қатар мемлекеттік қызметке жұмысқа орналасып жатқандар. Сонымен қатар докторантураға тапсырайын деп жатқандар, бұлар міндетті түрде қазтест тапсыру керек болатын. Қазтестте мына тыңдалымы бар, айтылымы бар, жазылымы бар, кәдімгі IELTS сияқты бір үлгісі. Бірақ қазақ тілінің несін өлшейді. Қазіргі уақытта қазақ тілі әдебиетін тапсыратын. Жылына 5-6 мыңға жуық талапкер бізде осы қазақ тілі әдебиетін тапсырады. Яғни оларды жалпы белсенді топ деп атауға болады. Қазақ тілі әдебиетін тапсыратын балалар, мен бұрындар ұлттық тестілеу орталығында да жүргенде, олардың жазған хабарламалар, SMS-тері деген поэма болатын. Және ауызбіршіліктері де өте мықты. Бір мәселеге қатысты деген олар бір жазды ма, кәдімгідей сол жазған бір хабарламаны саған кейбір кезде 100-200 адам жіберуі мүмкін болатын. Белсенді, бұл жақсы. Енді тіл байлығы бар, олардың жеткізе білу қабілеттері бар. Мысалы қазтест тапсырған бала, енді ол жерде қазтесті емес, ең жоғары деңгей C1, одан кейін B2, B1 деген бар. Сол қазтест тапсырған талапкер, егер сертификасы болса C1 деңгейі тапсырса, жоғары деңгейді, оған да конвертация 50 балл беріледі. Бұл қазақ тілінен, қазақ әдебиетінен емес, қазақ тілінен. Бұл қандай бір мүмкіндік? Көбінесе қазақ тілі әдебиетін тапсыратын балалардың қиыны ол әдебиетті көбірек оқу керек. Бізде енді өкінішке қарай көп жағдайда ұбт-ға дайындықты 11 сыныпта бастайды ғой. Иә, келісем. 11 сыныпта бастайды. Оптен оларға қатты бір жүктеме. Қазақ тілін оқу керек. Қазақстан тарихын оқу керек, әдебиетті оқу керек. Енді не істейді? Қазақстандық талапкер 10-шы сыныпта жүргенде қазақ тілі әдебиетін тапсыратын болса, қазтест тапсырып алса, қолында сертификаты болады. Ол қателеспесем 2 жылға ма сондай жарамды. 11 сыныпта қазақ тіліне дайындалмаса болады. Яғни 50 балл келеді. 50 балл келеді. Ол бағытта тек қазақ әдебиетіне дайындалады. Сондықтан бұл да жалпы осы бағытты таңдаған қазақ тілі пәні мұғалім боламын, филологияға барам деген талапкерлерге керемет бір мүмкіндік, және бұл мүмкіндікті міндетті түрде пайдалану керек. Және қазтесттің бағасы, IELTS-тың бағасы сияқты емес, аспанда емес. Аспанда емес. Ол кәдімгідей қолжетімді, әр ата-ананың қалтасы көтеретіндей деңгейде. Тіпті қазтестті тапсырып алса, ол қазір кезде енді көп балалар жағдайда жаңағы репетиторға барады, орталықтарда дейді, ондан әлде қайда оған жақсы бір жеңілдік болады. Қандай тамаша. Ата-аналар, мен өзім тәнті болып отырмын. Яғни сіздің балаларыңыз үшін бүкіл жағдай жасалған. Егер шетелдік IELTS SAT тапсырса, оны конвертациямен 50 балл алуға болады. 6-0-ден жоғары болса 50 балл, 5,5 болса 46 балл, 5 болса 42 балл беріледі. Дәл солай қазтест, қазақ тілі әдебиет таңдап отқандарға қазақ тілі 50 балл береді. Қараңызшы, бұл уақыт үнемдеу сіздерге.
яғни сіздің балаңыз қызыңыз егер қазақ тілін тапсыратын болса 50 балл алсын, ары қарай қазақ әдебиеті мен қазақ тіліне дайындала берсін. Қандай керемет дүние. SIE дәл солай конвертациясы бар. Сондықтан да осылай мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыздар. Қазірден бастап әсіресе 9-10-дар мамандық таңдау барысында осылар білетін болсаңыздар, халықаралық деңгейде сертификаттар, өзіміздің қазтест сертификатта жарамды екенін бір жаққа түртіп қойыңыздар. Бұл да сізге керек дүниелердің біреуі. Руслан аға, бір нәрсе сұрайыншы, сіз бағанда күшті нәрсе айттыңыз. ұбт-ның аты өзгеруі мүмкін дедіңіз. Бір қызық нәрсе айттыңыз. Демек ұбт-ны қазір 140 дейміз ғой. Есіңізде 2017-те бұрын 125 балл еді, кейін 140 болды. Қазір сонда өткен бір сұрады. Ағай, сонда ұбт формат өзгерген кезде балл өзгере ме деген сияқты. Яғни балл өзгеруі мүмкін ғой ертең күні. Иә, балл да өзгеруі мүмкін. 140 деген қатып қалған дүние емес қой. Яғни оны деген дайын болу керек ата-аналар. Дұрыс емес па? Тамаша, қандай керемет. Сосын бір жақсы бір өткенде бір семинарыңызда болдым. Семинарыңызда жақсы бір SMS оқып бердіңіз. Әсіресе қазіргі жастардың көбісі ұбт-ға жаттан дайындалады. Я жоғары балл алады, әңгіме жоқ. 130 алған, 123 алған, тіпті сіздің семинарыңызда бір SMS оқыдыңыз. Бір талапкер келді. Руслан мырза, сәлеметсіз бе? Әлі сол SMS есімде. 123 ба, сол жоғары балл алғам. Пәленші университетке грантқа түстім, бірақ декабрьдің или ноябрьдің ортасына болса керек. Бұл мамандық маған мүлдем ұнамайды. Бұл менікі емес. Енді қайта ұбт тапсырып, қайтадан грантқа түсем бола ма деген бір SMS-іңізді семинарыңызда көрдім, SMS оқып бердіңіз. Осы туралы айтып кетсеңіз, өйткені ата-аналардың көбісі балалармен дұрыс қарым-қатынас емес. Балалар да өкінішке орай былай өзінің қалайтын мамандық емес, досының айтқан жаңағыдай таңдау пәні бойынша, не болмаса оңай таңдау пәні бойынша түседі дағы, бір семестрден кейін бұл университет менікі емес, бұл мамандық менікі емес деп грантынан бас тартып жатыр. Бұл бір сәтте 2 жылдық, 3 жылдық дайындық. Яғни 123 алу оңай емес. Одан кейін 3 ай, 6 ай оқыды, ол уақыт өткізіп алды. Былай қарасаңыз, балаңда уақыты кетті, қаржысы кетті. Осындай қателіктер болмау үшін не істеу керек? Осылай бір өзіңіз бір ақыл кеңес берсеңіз. Енді өте өзекті мәселе ғой бұл. Жалпы мамандықты дұрыс таңдау. Соңғы жылдарда байқасаңыз, бұны енді кәсіби бағдарлау дейміз, кәсіптік бағдар деп жатамыз, профориентация деп атаймыз. Бұл қолға алынып жатыр. Бұл бір өте жақсы. Оқу ағарту министрлігі де қарамағындағы Алтынсарин білім академиясында осыдан 2 жыл бұрын осы кәсіби бағдарлау орталығы құрылды. Тамаша. Және әр мектепте кем дегенде бір осы кәсіби бағдар беру маманы болсын деп те айтылды. Бұл неге өзекті болып отыр? Себебі кәсіби бағдарлауды біз бір нәрсе түсінуіміз керек. Ол негізі өте, қалай десек, ауқымды бір жұмыс қой ол. Бір сәтте, бір күнде бола салатын мәселе емес. Өкінішке қарай бізде көп жағдайда мына кәсіби бағдарлау ұбт-мен байланысты. Және 11-де. Соны айтқым келіп отыр. 11-де. Және осыдан 2 жыл бұрын мен бұны көп жерде атап өтем, себебі бұл бір зерттелген статистика. Және бұны зерттеуді жасаған осы Алтынсарин академиясы болатын. Сауалнама өткізген Қазақстанда оқушылар және ата-аналар арасында. Және сол сауалнама нәтижесі былай шығады. Қазақстандағы жоғарғы сынып оқушылары тарапынан таңдалатын мамандықтың 90% ата-ана тарапынан немесе ата-ананың ықпалымен таңдалады. 90%. Енді өңірлерге жасаған іс-сапары кезінде міндетті түрде ата-аналармен кездесу өткізуге тырысамыз. Міндетті түрде. Себебі бізде көп жағдайда шешімді қабылдайтын, нүктені қоятын ата-ана. Бірақ ата-анаға бұны айтсаңыз, көп ата-аналар қазір айтады, жоқ, біздің балаларымыз бұлар басқа бір ұрпақ. Әлем дейді. Олар бізді қазіргі кезде тыңдамай қояды. Бәріміздің айтатын сөзіміз, біз бұрындары деген ата-анамыздың айтқанынан аспайтынбыз, мұғалімді көрсек. Бұлар деген жаңа бір поколение, бұлар Z ұрпағы, қазір міне альфаға жақындап қалды деген сияқты. Зумерлар деп қазір кейбір кезде тиісеміз оларға. Зумерлер. Осыдан 1 жыл бұрын Алматыда ашылған Кавентри университетінде Қазақстан әр өңірінен жинаған дарынды балалармен кездесу өткізіп жатырмын. Сонда бір бала айтты ғой, сендер енді Z ұрпақтарыз десем, бір бала айтады, ағай, біз Z ұрпақтың соңғы легіміз дейді де, біраз альфаға жақындауымыз шығармыз. Сонда мен айтам, онда мен сіздерді былай атайын. Z Pro Max ұрпағы. Соңғы деген сияқты. Pro Max деп қалжыңдап жатыр. Енді әне бұл Z Pro Max ұрпағы деп айтамыз. Бірақ сол кезде айтам, ата-аналардың бір жағынан сөздерінің жаны бар. Бірақ екінші жағынан ол жерде не деп жазылды? Ата-ананың ықпалы. Ықпал қандай?
11 сыныпқа келгенде біздің көбінесе жиналыстарымыз дастархан басында өтеді. Иә. Көбінесе сол шешім сол жерде ғой. Шешіледі барлығы. Тамақ ішіп отырған кезде кешке айтамын, ойбай балам, сен биыл 11 сыныпсың ғой. Айтамыз. Иә. Сен қайда тапсырасынан бұрын ата-ананы айтатын бір нәрсе бар. Сен биыл грантқа түсуің керек дейді. Көп жағдайда осы айтылады. 100% демей қойын, бірақ көп жағдайда осылай айтылады. Айтамын, ықпал деген осы ғой. Ата-анаға біз балаға еркіндік беріп отырсыз бір жағынан. Айтасыз, кез келген мамандығын өзінің қалағанын таңда, бірақ маңызды бір шартым бар, ол грантқа түс дейсіз. Бала ойланады, демек менің мақсатым ата-анамның көңілінен шығуымның ең басты шарты ол не екен? Грантқа түсу екен дейді. Әрине мына Қазақстанда соңғы жылдарда мына ең көп тапсырылатын бейінді пән бұл математика және физика. Оған былай жақындап қалған, етене келе жатқан бір несі ол химия, биология. Математика, физиканы біз бір жағынан қуанамыз. О, жақсы болды, балалар техникалық мамандықтарға көбірек барып жатыр деп ол қуантады. Бірақ өткен жылдың жалпы статистикасын алатын болсақ, 30%-дан астам. Мынау қаңтар ұбытында міне бүгін ғана статистикасы шықты, 181 мыңға жуық талапкер тапсырған, басым бөлігі 30%-дан астам олар математика, физика тапсырған екен. Енді сұрақ туындауы мүмкін ғой. Бірақ көрсеткіші өте төмен. Мысалы, өткен жылғы негізгі ұбытыда қателеспесем, математика, физика тапсырған талапкерлердің орташа балы 63 балма сондай болды. 140-тан. 50% емес. Иә. Сонда бұл жерде мынандай сұрақ туындайды ғой. Математика мен физикаға барып отырған, демек ол бала ол пәнді ұнату керек қой. Немесе ол пәнді жақсы білгендіктен бару керек. Онда нәтиже неге төмен? Парадокс. Парадокс қой. Шынында да. Дилемма. Бұл неге бұлай болып отыр? Бұның себебі мысалы, сіз өте жақсы білесіз, ұбытыда дүниежүзі тарих пен құқық деген бір бейінді пән комбинациясы бар. Оны көп бала таңдамайды. Көп бала енді, және таңдамайды дегенде мен не айтайын деп отырмын, математика, физика сияқты, бірақ бұған барушылар да өте көп. Бұл жерде осы дүниежүзі тарих пен құқықта тек қана бір ғана бағыт бар, мамандық бар. Енді біз негізде ол мамандық деп аталмайды, негізде ресми атауы оның білім беру бағдарламаларын тобы, көп дейді. Көп образовательный программа. Сол құқық деген бар. Және оған өткен жылы 152 грант бөлінді. Ойласаңызшы, 152 грант, оны тапсырған балалардың саны қателеспесем 10 мыңнан асады. 15 мыңға жуық па сондай бала тапсырды. Мен айтамын, камикадзе деймін. Себебі ол жерде минималды балл грантқа ол қанша болды? Өткен 120 болды. Иә, минимум. Енді қараңызшы, бар. Ал енді бізде математика, физика комбинациясы бар. Енді әрине президенттің тапсырмасы аясында Қазақстанның еңбек нарығына инженерлік кадрлар қажеттілігі болғаннан кейін ол жаққа грант көбірек бөлінеді. Ол баланың таңдауына байланысты емес, ол грант бөлінген кезде ол мемлекеттік тапсырыс қой. Ол еңбек нарығында 4 жылдан кейін қандай мамандықтарға тапшылық болады, соған қарай бөлінеді. Сонан кейін инженерлік мамандыққа көп болғаннан гранттың басым бөлігі сол жаққа бөлінеді. Бұл бір 60% гранттың. Яғни бір 70-80 мың гранттың 30 мыңнан асасы 30 мыңнан инженерлік бағытта. Бұл бір. Екіншісі, егер кейбір бейінді пәндерде бір таңдау немесе 2-3 ғана таңдау болса, математика мен физикада 30-ға жуық бағыт бар. Және бұл жерде кейбір мамандықтар бар, 50 балдан ассаңыз емес, 50 балл алсаңыз грантқа түсіп кетесіз. Енді сонда ойлаңызшы, міне біз айтамыз, сонда бала ойланады. Демек мен ата-анамның көңілінен шығуым грантқа түсу. Грантқа түсудің ең оңай жолы физматқа бару. Ең қиын екі пәннен өту керек. Ол математика және физика. Сонда кейбір кезде бізде бір ойлаймын, жалпы ата-ана ретінде біз ойлануымыз керек. Менің балам, мен барлығы деп отырған жоқпын, кейбір балаларды мектеп бағдарламасында партиясы физиканы оқыған жоқ. Физикамен ара қатынасы онша емес. Физика бір жақта, менің балам бір жақта еді. Бірақ 11-ші сыныпқа келгенде неге менің балам физиканы таңдап қалды? 7-ші, 8, 9, 10 бойы физикаға қарамаған ғой. Енді физика оған қарай ма? Вот, өте күшті. Дәл солай. Бірақ ол бала біледі. Оны тапсырса, ол не істейді? Ол грантқа түседі. Бірақ
ұмытпауымыз керек болған Омар Мырза, өзіңіз де жоғарғы оқу орнында жұмыс істедіңіз, қызмет атқардыңыз, бір маңызды қағидат бар. Кейбір техникалық инженерлік мамандықтарға түсу оңай, бірақ оқу қиын. 50 балмен түскен бала сол мамандыққа грантқа түсіп кетті. Ол ертең онда қалай оқиды? Ол жоғары математиканы, кейбір арнайы техникалық пәндерді қалай енетеді? Сол себептен бұл жерде демек грантқа түсу, негізі Қазақстанда грантқа түсу қиын емес. Балық шаруашылығы деген сияқты, суды пайдалану және бұру деген сияқты, жаңағы химиялық инженерия ол жаққа қиналмай грантқа түсіп кетесіз. Мақсат грант болса, оның жолдары өте көп. Сіз айтасыз ғой, грантқа түсу оп-оңай. Демек мақсат бұл жерде грантқа түсу. Жаңағы балалардың жазатын, олар көбінесе, сіз айтып отырған ол SMS осы жылдың октябрьдің қазан айында жазылып отыр ғой. Ол бала маған көбінесе балалар былай сұрайды, сұрақтар былай айтады. Мен қайтадан ұбт тапсырып грантқа түсе аламын ба дейді. Мен айтамын, негізде талапкердің грантта оқып жүрген мамандығынан шығып, қайтадан грантқа түсуге құқығы бар. Оны ешкім шектей алмайды. Студенттің. Соны екінші мен сұрақ сұраймын, қызық болады әрқашан. Айтамын, неге сен грантта оқисың ба? Грантта оқимын. Неге? Мына жерде айтады, аға, бұл менің мамандығым емес екен. Демек, грантқа түсу ол толыққанды мәселені шешеді. Бұл жердегі дұрыс түсінуіміз керек. Мәселе грантқа түспеңіздер деп отырған жоқпыз. Бала өзінің қалаған, өзінің оқи алатын мамандығына грантқа түсу керек. Мына мақсатты қойған кезде біріншіден мынау мен ұнататын мамандығым бір, екіншісі бұл мен оқи алатын мамандығым ба, екі, одан кейін мынаған мен грантқа түсе аламын ба деп қарастыру керек. Бізде көп жағдайда былай болады ғой, бал алып алады да балға қарай мамандық таңдап жүреді. Негізі олай емес, мамандығыңызға қарай бал алуға тырысуымыз керек. Қандай керемет, супер. Мысалы стоматология дейді. Вообще грант жоқ қой. Білесіз? Грант жоқ. Өткен жылдан бастап денсаулық сақтау министрлігі стоматология бағытына грант алып тастады. Неге? Себебі стоматолог мамандар Қазақстанның еңбек нарығында денсаулық саласында жеткілікті болғандықтан. Ол жаққа тапсырыс жоқ. Тіпті ақылы негізде оқудың өзіне конкурс болды. Жоғары бал қойды, конкурс болды. Кәдімгідей ол жерге де конкурс болды. Грантқа емес. Ақылдың өзіне. Стоматологияда ақылы оқуға, ол енді бұны осыдан бір 3-4 жыл бұрын айтсаңыз ешкім сенбес еді. Ойбай, онда мүмкін бе? Міне оған келіп отырмыз ғой. Сондықтан бұл жерде маңызды тағы да бір мәселе бар. Жылдан жылға мектеп бітірушілердің саны көбейіп жатыр. Демография өсті. Демография өсіп жатыр. Осыдан міне 2025 жылы бүкіл Қазақстандағы 8.000-ға жуық мектепті 186.000 талапкер түлек бітірген болса, 2024 жылы, 25 жылы 217.000 түлек болды. Биылғы жылы қатыспасам 231.000. Жылдан жылға түлектер. Бірақ бұл жерде маңызды бір мәселе бар. Мемлекеттік грант, ол түлектердің санына қарай емес, еңбек нарығындағы маманның тапшылығына қарай бөлінеді. Енді егер оған қарайтын болсақ, стоматология 20, ол жыл сайын 20 грант қана бөлінеді, ол 25-30 көбею керек еді. Бірақ қарады, денсаулық министрлігі бұл саланы қарады, зерделеді, айтты, қазіргі уақытта стоматолог мамандығына қажеттілік жоқ. Мүмкін 2-3 жылдан қайтадан грант бөле бастайды. Бірақ қазіргі уақытта, демек, мұны есептейді ғой, 2010-2011 жылы стоматология саласында мамандық қажет емес. Бірақ кейбір мамандықтар бар, керісінше гранттардың саны көбейіп жатыр. Бұл IT саласы. Қазір жаңа бір мамандық бар, криптология деген жаңа мамандық пайда болды. Соларға әрине гранттардың көбейіп жатқан салалар бар. Бір жерден егер еңбектен азайса, кейбір жерден уже көбейіп жатыр. Тамаша. Грант дедік, шын мәнінде аталар үшін енді грант маңызды ғой. Бұл бір жағынан финансовый жағдай. Мына енді грантқа түсу үшін білеміз, негізгі 2 ұбт тапсыру керек. Бірақ ол да грантқа әлі ал деген мағына білдірмейді. Тіпті 140 алса да. Әлі есімде тоже бір семинарыңызда күшті бір айттыңыз, мен ылғи қарап жүрем сізді. Грант конкурсы болады 13-20 шілде аралығында. Университеттерде ең көп зардап шегетіндері осы грант конкурсының алғашқы күні университеттерде ана жерде бір тегін грант тарататындай бір жағдай болады. Әлі есімде семинарыңызда солай айттыңыз. Құрметті ата-аналар, грант конкурсы деген 13-20 шілде аралығында бірінші күні келген адам грант алып кетпейді дедіңіз.
соны яғни енді грант әрине ата ананың қаржысы қалтасына әсер еткендіктен барлығы бірінші күні келгісі келеді, жүгіреді. Осыны тағы айтып кетсек, өйткені Қазақстанда биыл 200 шамамен 30 мың бала бітіретін болса, университеттің саны белгілі. Баяғы сол 120 университетіміз бар. Тағы да сол бірінші күні шілденің 10-шы күні барлығы келеді. Бірінші күні кей кезде болады, ана университеттерде ауын жетпей қалады. Осыны бір түсіндіріп айтсаңыз, мына грант 13-23-не қай күні келсе, ата-ана грант алып кете алады. Сонда бір осы теманы ашсақ осы жерде грант деген кезде. Өте өзекті мәселе. Және енді мамандық қой енді туындап отырған. Иә. Енді жалпы ата-аналардың барлығы негізгі ұбт-дан 2 мүмкіндігін талапкер тапсырады. Тапсырғаннан кейін ең жоғары балы болған сертификатты грант конкурсында тапсырады. Бұл жерде өте маңызды бір мәселе бар. Енді офлайнда тапсыруға болады, онлайнда тапсыруға болады. Немесе виртуалды қабылдау комиссиясы да соңғы жылдарда іске қосылды. Супер. Хабарласасыз, зуммен сіздер шығып құжатыңызды қабылдайды. Бір маңызды мәселе бар, Омарбек мырза. Бұл жерде ерекше айтуым керек болған. Біз көп жағдайда құжат тапсырамыз. Құжат тапсырғаннан кейінгі негізгі, егер бір нәрсе дұрыс болмай жатса, оның бірінші кезекте зардабын біз көретінімізді білуіміз керек. Яғни Ата-ана ретінде. балам және атамен. Мысалы, мен бұны былай қарапайым мысалмен бередім. Мысалы, жүргіншінің өтетін зебра тұр. Иә. Осы жүргіншіде демек менің құқығым бар деп сіз бүйтіп алды-артыңызға қарамай, оң жаққа да солға да қарамай өтіп кетсеңіз, көлік Құдай сақтасын сізге соқса, әрине көлік кінәлі болады, бірақ бұның зардабы сізде болады. Денсаулығыңызға зақым келеді, әртүрлі жағдай болады. Сол себептен сіздің ол жерде құқығыңыз болса да өтуге сіз бірінші қарайсыз. Оңға, солға. Солға қарайсыз, оңға қарайсыз, көлік келе жатыр ма, содан кейін қауіпсіз болғаннан өтесіз. Құжат тапсыруда тура сондай. Әрине ол жерде отырған қабылдау комиссиясы сіздің құжатыңызды қабылдайды. Неге жаңа 2 сертификатты айтты. Бірақ осыдан есіңізде болса, 3 жыл бұрын бір оқиға болды. Өңірді айтпай ақ қояйық, есімді. Айтпай ақ қояйық. Бұл айташым, Владимир Жасырып отыр деп қой. Не деген конспиративность болды, неге өнерді атамайды. Енді өнерді айтсақ, ерден тағы не болуы мүмкін. Сонда оқиғаны білесіз. Талапкер барады, 2 сертификатын апарат, бірақ сол жерде отырған қабылдау комиссиясы отырған қызметкер оның жоғары балдағы сертификатын емес, төмен балдағы сертификатын қабылдап базаға енгізіп жібереді. Негізінде ол жерде құжаттардың бәрі қабылдан кейін баланың қолына қағаз беріледі. Корешок, орысша тілінде айтылады, корешок беріледі. Сол корешокты бір бала көзбен тексеріп алып айту керек. Я, мен қабылдаймын, дұрыс деп қол қояды. Енді одан жаңа бала грантқа түсе алмай қалды. Есінде. Шулаған есінде. Шулап жатыр бәрі. Бәрі шулады. Ана кінәлі қылды жаңағы қызметкерді. Әрине біз бәрін түсінеміз. Бұған тікелей министрдің өзі де араласты. Мәселе айту кейін шешілді. Ана игерілмей қалған доп грантпен жаңағы талапкер айту ана балымен түсіп кетті. Бірақ бұл жерде жауапкершілік әрине университеттің қызметкері белгілі бір жауапкершілікке тартылды. Бірақ соңғы қол қоярға ата-ана қол қойды ғой. Неге мысалы құжат тапсырарда айтады, 18 жасқа толмасам міндетті түрде ата-анамен бару керек деп неге айтылады? Сол жерде жауапкершілік бар. Көптен біз ата-ана барсын деп себебіміз осы. Бірақ әулет барсын деген мағынаны білдірмейді бұл. Әулет бармау керек. Онда келісем. Ата, әже, жиен, нағашы бәрі келеді. Бұл бір. Енді екінші. Грант қабылдау комиссиясы қазіргі ережемен бекітілген мерзімі 13 шілде мен 20 шілде аралығы. Және біз әрқашанда айтатынымыз сол ғой. Құжат қабылдау 13 шілде емес, 13 шілде күні басталады. Және айтқаныңыздай біздің осы жоғарғы оқу орындарының қабылдау комиссиясының қызметкерлері ана 13 шілде десе олар түнгі ұйқысын 4 бөледі ғой байқұстар. Қорқып оянатын шығар. Себебі 13 шілде университеттің төңірегінде жиналған ата-ананы көрсеңіз сұмдық. Әрине түсінеміз. Бірінші күні бәрі тапсыруға тырысады. Бірақ асығудың қажеттігі жоқ. Бұл жерде таңертең азанмен немесе кім келді, соған грант беріледі деген бір ереже жоқ. Кім бірінші келсе, ол жерде былай сияқты ана неде болды ғой. Берекелі жұма дедік, Black Friday деген сияқты барып кім дүкеннен алып үлгерді емес. Ол грант деген ол сіз 10-шы күні тапсырсаңыз да,
соңғы 20 шілде тапсырыңызда құжатыңыздың бәрі бір базаға еніледі, кейіннен ойнатылады грант республикамыздан. Сондықтан асықпау керек. Тіпті көп ата-аналарға әрқашанда берілетін кеңес 13 емес, 14 емес, 15-і, 16-сы, 17-сі тапсыр. Бірақ соңғы күнге де қалдырмау керек, Омарбек мырза. 20 шілдеге қалдырмау керек. Неге? Себебі кейбір кезде жаңағыдай қателіктер болып кетсе, сізде сол құжатты толықтыруға немесе дұрыстауға, корректировка жасауға мүмкіндік бір күн болсын қалдыру керек. Сондықтан маңызды. 10-шы күні де асықпай о керек, 20-сы күніне де қалдырмау керек. Себебі бізде оқиғалар болады, үлгере алмай қалып келіп тұрады, 21 күні мен құжат тапсырайын деп едім деген сияқты. Ол да болмайды. База жабылады. Себебі 20-сы күн болмайды. Себебі база жабылып қалғаннан кейін ол жерде өзгеріс енгізе алмайды. Бұл бір. Екінші маңызды мәселе, мысалы біз Алматыдамыз қазіргі уақытта, мысал ретінде баламыз ЕНУ-ға Евразия ұлттық университетінде оқығысы келеді. 13 шілде құжат тапсыру басталған кезде кейбір ата-аналар не істейді? Осы жақтан шығып, Алматыдан шығып, Астанаға барады. Сол Астанада кезекте тұрып құжат тапсырады. Қанша уақыт жоғалтады? Қаражат кетеді. Жаз уақытында ыстықта. Одан кейін билет проблемасы, бұл жалпы тек қана Қазақстан емес, бүкіл әлемде өзі жаз уақытында билет табу өте қиын. Каникул уақыты, жазғы демалыстар болады. Сондықтан негізінде ата-ана өзінің өңірлік университетінен кез келген, қай жерге жақын, сол арқылы, кез келген университет арқылы, кез келген мамандыққа және кез келген жоғары оқу орнына құжат тапсыра алады. Егер балаңыз Евразия ұлттық университетінде оқитын болса, соған міндетті түрде барып құжат тапсырудың қажеттілігі жоқ. Менде бір оқиға болды. Енді бұл жерде өңірді атап өтейін. Мысалы, ЕНУ университетінде жазда қабылдау комиссиясын аралап жүрсем, бір ата-аналар жаңағы кәдімгідей талдың астында отыр, енді қыстық қой, шаршап кеткен. Мен ЕНУ-ға бұрын Сейфуллин атындағы аграрлық университетіне барған болатын. Ол жерде 18 күндер ма, 18 шілде ана техсекретарлар не істерлерін білмей отыр, жай отыр. Себебі адам келмейді. ЕНУ-да деген далада әлі адамдар микрофонмен жариялап нетіп жатыр. Сол жаңа кісілер сұрасам, олар Атыраудан келген екен. Соны айтам, біріншіден сіздердің бір қателіктеріңіз Атыраудан осыншама үшін ЕНУ-ға келулеріңіздің шарт емес еді. Айтады, бірақ енді баламыз ЕНУ-ға құжат тапсырайын деп жатыр ғой деймін. Жоқ, шарт емес еді. Сіздер Атырауда орналасқан Халел Досмұхамедов университеті немесе Софи Утебаев университеті арқылы құжаттарыңызды тапсыруыңызға болар еді. Жақсы деймін. Бірақ енді мен сіздерге бір жақсылық жасайыншы. Қазіргі кезде осы құжаттарыңызды алып Сейфуллин аграрлық университетке барыңызшы. Сол жерде адам жоқ. Кезексіз рахаттанып отырып тапсырасың. Жоқ дейді ғой, біз кетпейміз. Біз ЕНУ-ға келіп отырмыз ғой дейді. Сондықтан бұл жерде осы нәрсені көп насихаттау керек. Көп насихаттау керек, ата-аналарға көп айту керек. Себебі бала кейбір кезде айтқанымен кейбір жағдайда біз ата-ана баланы естімейміз де, тыңдамаймыз да. Сондықтан бұл өте маңызды. Соңғы күнге де қалдырмаймыз. Және алғашқы күнде де асықпаймыз. Қандай керемет. Құрметті ата-ана, өте маңызды бір тақырып қозғадық. Яғни бұл грант конкурсы 13-20 шілдеде болғанымен бірінші күні келу шарт емес. Сіз 14-і барсаңыз да, 18-і барсаңыз да барлығы бір конкурсқа барады. Және өте маңызды бір теманы қозғадық. Сіз грант конкурста өзіңіздің аумағыңыз, өзіңіздің аудан, өзіңіз қалаңыздағы жоғары оқу орнына, кез келген жоғары оқу орнына құжат тапсыру арқылы мемлекеттік грант конкурсына қатыса аласыздар. Өйткені шілдедегі 13-20 шілдедегі грант конкурсы бұл жоғары оқу орнына құжат тапсыру кезеңі емес. Бұл мемлекеттік грант конкурсына құжат тапсыру кезеңі. Сіз кейін грант алғаннан кейін әрине өзіңіздің құжатыңызды алып, сол ЕНУ-ға да бара аласыз, сол Абайға да, Казгу, ЕЗДУ қай жаққа түссеңіз, сол жаққа барып құжат тапсыра аласыздар. Сондықтан да бұл өте маңызды мәселе. Бір түртіп алыңыздар, жазып қойыңыздар. Ертеңгі күні премия комиссия кезінде бекерден бекер шығынға, немесе соншама кезек күтіп, осыншама ыстықта өз денсаулығыңызды құртып жүрмеңіздер. Осындай жаңағыдай сізге тамаша жаңалық, тамаша мүмкіндік беріп жатыр. Хабарыңыз болсын. Омарбек мырза, мен сізден бір сұрақ сұрағым келіп отыр. Енді мен сіздің сұрағыңызға жауап беріп жатырмын, сіз менің сұрағымызға жауап беріңіз. Сол 13 мен 20 шілде аралығында жұмыс істейтін комиссия қалай аталады? Қабылдау комиссиясы. Нені қабылдау? Құжат қабылдау. Құжат қабылдау. Осы жерге де тоқталғым келеді де. Тамаша, иә. Құжат қабылдау комиссиясы. Бірақ біз де өкінішке қарай оны құжат қабылдау комиссиясы емес, мамандық таңдауда шешім қабылдау комиссиясына айналдырып жібереміз. Өте маңызды тақырып бұл да. Ол өте маңызды. Неге? Себебі біз ол жерде құжат қабылданады. Бұл жерде әрине қазіргі уақытта Қазақстан университеттері осы жағынан құжат қабылдау науқаны кезінде өте қарқынды жұмыс жүргізеді. Министрлік те бұны
қадағалайды. Министрдің арнайы тапсырмасы бар. Мгм. Осы тапсырмасының арасында мен енді осы кәсіби бағдарлауға жауапты болғаннан кейін мен Қазақстандағы мына біз өңірлердегі қабылдау комиссиясын немесе алдын ала бір күн бұрын немесе қабылдау комиссиясы барысында міндетті түрде аралап көруге тырысамыз. Мгм. Енді бір маңызды мәселе айтқым келіп отыр. Біз айтып отырмыз мамандық таңдау дейміз, ол өте өзекті мәселе. Және мамандықты біз ата-ана оқушымен бірге таңдауымыз керек. Бұл жерде талапкерге де итермелей салуға болмайды. Сен Z Pro Max поколениясың, сен өзің таңдап алам, сен өзің ата-ана немесе ата-ана да өзі етпеу керек. Бұл жерде әрине жаңа айтып отырмыз, мектептерде қазіргі кезде профориентатор деген штаттар ашылды. Иә. Бар. Одан кейінгі кезде мынау тегін осы салада немесе ақылы жұмыс істеп жүргендер де бар. Енді бұл жерде бұны министрлік неге сен ақылы жасайсың, неге тегін жасайсың деп бұл нарыққа бір не бере алмайды. Бірақ университеттерде қазіргі кезде тіпті арнайы ондай мамандар да бар. Иә. Қабылдау комиссиясы науқанып жатқан басқа бір бөлмеде сол таңдауға көмектесетін мамандар отырады. Ең дұрысы негізінде ата-ана талапкермен сол құжат тапсыруға барғанға дейін негізі шешім қабылдау керек. Өте маңызды. Мен қай мамандыққа барамыз? Өте маңызды. Себебі бізде көп жағдайда былай болады ата-аналар. Мен айтамын, сіз өміріңізде бірінші рет көріп тұрған, мүлдем танымайтын, бейтаныс университеттің қабылдау комиссиясында отырған маманнан сұрап тұрасыз ғой, біз қай мамандықтарды жазайық деп. Айна саған. Ойлаңызшы, бұл дұрыс па? Балаңыздың 4 жылдық өмірі. 4 жылдық ертең азығы. Иә. Одан кейінгі жаңа айтқаныңыз 40 жылдық азығы. Иә. Сіз өміріңізде бірінші рет көріп тұрған адамнан сұрайсыз, біз не істейік деп. Соның шешіміне сенесіздер. Соның шешіміне дұрыс емес бұл. Бұл жерде мәселе ол маманда емес. Бұл жерде сіздің әрекетіңіз дұрыс емес. Келісемін. Дұрыс. Өте маңызды. Сонан кейін ана кісіге ренжіп жүреміз деп, анау деген маған жазып еді. Енді ол өзінің білім деңгейінде сізге танымайды ғой. Ол балаңыздың қабілетін білмейді. Ол балаңыздың қалауын білмейді. Немесе бізде мынау мегаполис несі бар, факторы бар. Алматы мен Астана. Әсіресе Байқұс Алматы. Неге Байқұс деп отырмын, ол мағынада емес енді. Кептелістен кептеліс жету деген қиын да өте. Мысалы бір студент бір жерге түскеннен кейін, мысалы өмірінің егер жаңағы орналасқан жері жақын болмаса, күндікте 1-2 сағаты тек қана жолмен өтіп кетеді. Кемінде. Барып келуіңіз 3 сағат 4 сағат қой былай қарасаңыз. Мен әлі есімде бір өңірге барып бір талапкермен сөйлесіп отыр, менен келіп сұрақ сұрады. Соны қайда оқуға түсейін деп жатсам, аяғы айтады Алматы дейді. Бұны көп жерде айтамын. Біраз күлкілі әрине. Бірақ негізінде күлетіндей жағдай емес. Мен сұраған маған қайда түсейін деп жатқан мамандық пен университет сұрағым келді. Жаңа бала айтады. Айтамын ғой, қай университет, қай мамандық, ағай маған бәрібір дейді. Алматыға жетіп алсам болды дейді. Big American Big Dream деген сияқты. Яғни Нью-Йоркқа бәрі қалай ұмтылды, Мәскеуге қалай бәрі ұмтылды, барлығы Алматыға келгісі келеді. Бірақ Алматы деген мамандық, Алматы деген университет жоқ. Мен айтайын, өңірлік университеттер, жаңа да ғылым және жоғары білім министрі айтты ғой, мына шетелдік жоғары оқу орнының филиалдарын көп байқасаңыз, өзіңіз де ерекше атап өттіңіз, өңірлерде ашылып жатыр. Бұл жерде өңірлерге жоғары білімнің дамуына, ғылымның дамуына бір серпіліс беру. Және өңірлік университеттер қазіргі кезде Алматы мен Астананың жоғары оқу орнынан кейбір бағыттар бойынша маман дайындау жағынан асып түспесе кем түспейді. Ол жерде жатақхана мәселесі жоқ. Мысалы жаңа Петропавлдағы Аризона университетінің егер мүмкіндік болса, сол жаққа барып жатсаңыз бір түсіп көрсетіңіз, ана жатақханасы 12 этажды әкімшілік корпус салып берген. Керемет жап-жаңа жатақхана. Алматыға келгендер жатақхана таба алмай қиналады. Қиналып жүр барлығы. Екінші біздің кейбір кезде мамандықты қаланы таңдауға ең басты әсер ететін факторлардың біресі бе не? Туыс қой. Ана Алматыда Омарбек деген ағам бар. Сол себептен Алматыға барып, сол жерде Омарбек ағаның бір комната квартирасында сен бірге тұрасың. Бұл да дұрыс емес қой. Себебі студент ол студенттік өмірін көру керек. Сондықтан мен ата-аналарға айтамын, қорықпаңыздар, өңірлік университеттерге де жіберіңіздер балаларыңызды. Мысалы, Павлодарда Марғұлан педагогикалық университеті бар. Керемет білім беріп жатыр. Өте мықты іргелі университеттердің бірі. Арқалықта. Бұрынғы Торғай өңірінде Арқалықта Алтынсарин атындағы Ыбырай Алтынсариннің ең алғаш мектеп 1864 жылы мынандай
зайырлы дейміз ғой, Иә. мектеп ашқан өңірінде бір педагогикалық университет тұр. Университет бар. Қандай керемет. Кіп кішкентай қала. Ол жерде енді сіз барғаннан кейін өмір бойы онда қаласыз деген нәрсе жоқ қой. Иә. Ол да Қазақстанның бір аумағы, ол да бір Қазақстан өңірі. Еш қиналмай, кептелісте тұрмай, жатақхана мәселесі аудиториямен қиналмай, уақытыңызды жоғалтпай, толыққанды кәдімгідей білім алу мүмкіндігіңіз бар. Сол себептен бұл да өте маңызды. Яғни өңірлік университеттерінен қашудың, ол жаққа бармау дейтін ешқандай не жоқ. Керісінше Алматы мен Астанада, себебі маңызды тағы да бір мәселені айтқым келеді. Мен де ойлаймын, бұл сөзіммен келісесіз. Кез келген талапкердің балы және кез келген ата-ананың қалтасы Алматы мен Астананы көтере бермейді. Дұрыс, ол дұрыс. Ол дұрыс. Көтере бермейді. Мен осыдан өткен апта ғана Сүлейман СДУ университеті Open Day өткізді. Сонда олар өздерінің шекті балдарын жариялап жатыр. Мысалы, жалпы мемлекет тарапынан бекітілген шекті бал. Ол шекті бал деген не? Ол нені білдіреді? Ол шекті балдан егер төмен алса, талапкер демек сол бағытта грант конкурсына қатыса алмайды дегенді білдіреді. Қатыса алмайды. Тіпті кейбір жағдайда ақылы да оқи алмайды. Мысалы, ұбт-да максималды балл 140 болса, кем дегенде 50 балл жинау керек. Себебі кез келген бір жоғарғы оқу орнына грант конкурсына қатыса білу, немесе ақылы оқу білу үшін. Мысалы, ауыл шаруашылық не бағыттарға жаңа 60, медициналық бағытқа баратын балалар кем дегенде 70 жинау керек. Қазіргі кезде ең жоғары шекті балл бұл екі бағытқа, педагогикалық бағытқа және құқық бағытына ол жерде 75 болып отыр. Демек, бірақ бұл демек кез келген университетке 75-тен жоғары алсан барып оқисың деген білдірмейді. Себебі академиялық еркіндіктің негізінде әр жоғарғы оқу орны, бұл тек қана СДУ, тек қана КБТУ немесе емес, кез келген Қазақстан университеті. Бағана біз қазіргі кезде 127 ғой деймін. Кеше осы коллегияда аталды, 127 жоғарғы оқу орны бар. Оларға еркіндік берілген. Себебі қазіргі кезде оларда академиялық еркіндік берілді ғой. Белгілі бір стандарттар бар, бірақ өзінің оқу бағдарламасының бәрін олар өздері соны есіне қоя алады. Соның негізінде оларға шекті балды өздері қоя алады. Сондықтан Қазақстандағы топ университеттер көп жағдайда, әсіресе Алматы мен Астана, бұл жерде ең бастысы, балдарын жоғары қойып отыр. Неге? Бұларға келушілер өте көп. Егер олар балды төмен ұстаса, олардың инфраструктурасы, олардың профессор оқытушы құрамы келіп жатқан соншама лек талапкерді оқытуға жетпейді. Сондықтан бұл жерде бұл шекті балдың қойылып жатқаны ол бір заңдылық, ол бір шектеу. Мысалы, мыңдаған талапкер келіп жатыр, маған келушілер көп, соның ішінен мен ең мықтыларын іріктеп аламын дейді. Мысалы, СДУ университеті 133 деп қойып қойыпты. Шет тілі мұғалімдерін даярлау. Дүниежүзі тарихы мен ағылшын тапсыратын 133-тен төмен болса, сіз ол университетті грант конкурсына таңдай алмайсыз. Шықпайды. Яғни 132 болса да СДУ-ға түсе алмайды, екі шет тілде. Ену математика пән мұғалімі 120 деп қойып қойған. 119 болса да СДУ-ға түсе алмайды. Түсе алмайды. Сондықтан бұл жерде кешіресіздер, мәселе бұл жерде талапкерге жолын бөгеу емес, талапкерге олай айтып, демек, мысалы, осындай жоғары балл қойғанына қарамастан, бұл биыл ғана басталып отырған бір процесс емес қой. Бұл 10 алдында да болды. Бірақ ЕНУ-ға да, СДУ-ға да, Абайға да, ЖЭМПУ-ға да келіп жатқан түлектердің саны азайып жатқан жоқ. Азайып жатқан жоқ. Сондықтан бұны да ескеру керек факторлардың бірі ретінде. Яғни өңірлік университеттерде шектеу балы Алматы мен Астанадағы сияқты бұл университеттер мәжбүр олай істеуге. Себебі олай істемесе, келіп жатқан лекті олар толығымен білім беру жағдайын жасай алмайды. Осыны біз ескеру керек. Бұл жағдайда өңірлік университеттердің есігі айқара ашық, олардың балы да бұл университеттерде сияқты жоғары емес, төмендеу, бірақ беріліп жатқан білімнің сапасы бұл университеттермен енді барлық бағыттар деймін, кейбір бағыттар бойынша асып түспесе, төмен кем емес. Тамаша, қандай жақсы түсіндір. Ата-аналар көрдіңіз ғой да, барлықтарыңыз Алматы, Астанаға келіп, өзіңізді қинаудың қажеті жоқ. Яғни, жатақхана жағынан өңірлік университеттер тамаша. Білім жағынан кем емес. Қос диплом жағынан мүмкіндік бар ма? Бар. Сондықтан да өңірлік университеттерде құлағыңыздың бір жеріне бір бекітіп қойыңызшы. Біз бұл туралы талай айтамыз әлі. Өңірлік университеттердің қанша мүмкіндігі бар екен, әлі біздің посттарымыздан, біздің осы подкасттардан тыңдап жүріңіздер. Бұйырса, өңірлік университеттердің де басшыларымен арнайы осылай сұхбат өткізіп, қанша мүмкіндіктерді сіздерге жеткізетін боламыз. Егер осы подкастқа лайк басып бөлісіп қойсаңыздар. Руслан мырза, біз қазір шын мәнінде өте терең тақырыптарға қозғап жатырмыз. Біз сөйлессек, азанғайдың бұл тақырып бітпейтін сияқты. Бірақ өте маңызды тақырыптарды басына аштық, тамаша тақырыптарды түсіндірдік.
Мен ойлаймын қазір атаны мен осы подкастты көрген талапкер мына ойындағы сұрақ белгісі болған, күмән болған біраз дүниені шешті деп ойлаймын. Шекті балдан бастадық, гранттарды айттық, ұбт жаңалықтарын айттық, университеттер, қос диплом бағдарламасы, өңірлік туралы біраз дүниені бөлістік. Мен ойлаймын осының өзін ата-аналар егер қайта-қайта екі рет көрсе, кішкене логикаға салып жаңағыдай сараптаса, ертең баласының болашағы үшін мамандықты дұрыс таңдап, ең жақсы университетті өзі таңдауға да тікелей атсалысады деп ойлаймын. Сондықтан да уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғыс айтамын. Жалпы енді әр подкастымның соңында өзіңізден бір осы әсіресе жас буынға 9-11-ге бір тілегіңіз және олардың ата-аналарына бір кішігірім бір өзіңіздің бір ақыл кеңесіңізді немесе бір өзіңіздің тілегіңізді айтып кетсеңіздер. Тілек дегенде талапкерлерге қазіргі кезде ұбт-ға барлығы дайындалып жатыр ғой. Сондықтан біріншіден қорықпау керек деп ойлаймын. Бір үрейді болмау керек. Ол ұбт біз өзі шыр етіп бала дүниеге келген кезде ол ұбт-ны тапсыру үшін келмейді бұл жерге. ұбт ол бір жоғары оқу орнына түсудің бір жолы. Одан кейін мына мемлекеттік гранттар бар, одан білесіз, сол гранттар жарияланғаннан кейін университеттердің өздерінің ішкі гранттары бар. Қазақстан халқына деген қорының өзінің гранттары бар. Сондықтан Қазақстанда тек қана ол мемлекеттік грантпен шектелмеу керек, басқа да гранттар бар. Және ағылшын тілін жетік білетін талапкерлер немесе 10-шы сыныпта оқу жүріп келген талапкерге жаңағы осы Қазақстанда ашылып жатқан филиалдарға керемет бір мүмкіндік, осыны пайдаланса екен деп ойлаймын. Міндетті түрде бұны пайдалану керек. Және де осы Астанада өткен жылы Стадион Қазақстан деген көрме ол өткізіледі. Алдымыздағы уақытта да ол өткізіледі. Қазақстан әрбір қаласына, облыс орталығына барылып, сол жерде осы жаңа Қазақстан ашып жатқан филиалдың өкілдері барып, тікелей талапкерлер мен ата-аналардың солармен кездесу мүмкіндігі болады. Бұл ғылым және жоғары білім министрлігінің әлеуметтік желісінде ұлттық тестілеу орталығында жариялады. Бізде керек болса сіздермен де аудиторияларыңыз бар, сіздермен бөлісейік. Қай қалада, қай уақытта сол көрме өтеді, ол көрмеге міндетті түрде ата-аналар мен талапкерлер тікелей сол университеттердің өкілдерімен, яғни негізі қайнар көзден ақпарат алу мүмкіндігіне ие болады. Сол көрмені өткізіп жатқанда Астана қаласында бір талапкер Херриот-Уат университетінің өкілдеріне барған екен. Және айтыпты, мен осы Херриот-Уат университеті ол жаңағы Шотландияда бар несі, одан кейін Дубайда бар и Малайзияда бар. Сөйтіп мен осы Малайзиядағы кампусына оқуға құжаттарын тапсырып жатқам, және жылдық оқу ақысы 10 миллион теңге екен біздің ақшамен. Сөйтіп енді мен сонда біздіктерден сұрап, сонда мен сіздерге оқуға тегін мемлекеттік грантқа түсе аламын ба деп. Айтты, егер сен тапсырсаң, біздің Херриот-Уатқа, жаңа ол жерде Херриот-Уат университетінің бір принцип бар, One Херриот-Уат деген, яғни бір жүйе. Мысалы, Ақтөбедегі филиалда қандай сабақ өтіп жатса, Дубайда да сол сабақ өтіп жатыр, Эдинбургта да сол сабақ өтіп жатады, және Малайзияда да сол сабақ өтіп жатады. Сондықтан кез келген уақытта бүйтіп кез келген филиалға сіз бара аласыз. One Edinburgh деген, яғни бір тұтас Херриот-Уат деген несі бар. Сондықтан сол талапкерге соны естігенде қуанған ғой, қандай жақсы. 10 миллион теңге Малайзияға барып төлейін деп отырған талапкер кәдімгідей тегін мемлекеттік грант негізінде оқу мүмкіндігіне егер тапсырып түссе ие болып отыр. Сондықтан осы жағдайды міндетті түрде пайдалану керек. Ашылып жатқан филиалдар жаңада біз бірнешеуін атап отырдық, негізінде өте көп. Мысалы Сатпаев университетінде қос дипломдық бағдарлама бар, CTU университеті, Гонконгтың керемет мықты университеті өзінің бағдарламасын ашып отыр. Оған түсу негізінде ол көптеген сол салада жүрген талапкерлердің арманы ғой негізінде CTU университеті Гонконгқа түсу деген. Сондықтан міне Сатпаев университетінде Алматыдан шықпай сол бағдарламада оқуға мүмкіндік алып отыр талапкерлер. Сондықтан осыны ойлаймын, барлығын міндетті түрде пайдалану керек. Өткен жылы мысалы МГИМО филиал ашылды Астанада. Арман еді ғой МГИМОда оқу деген. Одан кейін МГУ-дың филиалы бар. Сондықтан бұл мүмкіндіктерді ойлаймын талапкерлер, қазақстандық біздің талапкерлер пайдаланса. Бұл жерде тағы да бір нәрсені айта кетейін. Бұл филиалдарда мемлекеттік грант негізінде тек қазақстандық талапкерлер ғана оқи алады. Шетелдіктер оқи алмайды, олар ақылы оқиды. Сондықтан мынандай бір түсінікте қалыптаспау керек. Бұл филиалдарда өзге елдерге де грант беріліп жатыр емес. Егер ол грант берілсе, ол университеттің өзінің ішкі гранты. Херриот-Уат өзінің қаражатынан ол нені береді. Қазақстан талапкері толығымен тегін оқу мүмкіндігі. Сондықтан осы мүмкіндікті міндетті түрде пайдалансын.
және саналы түрде мамандық таңдауларына кеңес берер едім. Тамаша. Саналы түрде өздерінің мамандықтарын таңдап, ертең өзіне де, бірінші кезекте өзіне, өзгеге, айналасына, ата-анасына, осы еліне пайдасын тигізер мамандыққа егер грантқа түсіп жатса, әрине ол нұр үстіне нұр болады. Сондықтан бұны ұмытпау керек. Және өздерін жетілдіруден жалықпасын. Қазіргі кездегі 21 ғасырдың тілі бұл ағылшын тілі. Енді мен ол мынау қалай десем, мектептегі бір пән ретінде қарамау керек оны балалар. Ағылшын тілі емес, ана біздің нені айтатын бір керемет сөз бар. Біздің балалар шетелге шыққанда шетелдіктермен сөйлессін десе сөйлесе алмайды. Ол біздің мектепте оқытып жатқан тіл басқа бір ағылшын тілі ма деген сияқты. Емес, кәдімгідей сол шетелде жүргенде өзін дамыту керек. Енді бұл үшін міндетті түрде курсқа барудың шарты жоқ. Сол мектепте беріліп жатқан ағылшын тілін ана өздігімен дайындалып та жетіліп жатқан талапкерлер де көп қой. Қазіргі кезде әлеуметтік желі бар, YouTube бар, не бар, соның бәрін соны да пайдалану керек деп ойлаймын. Және ата-аналарға да ең басты неміз бұл балаларымызға қолдау білдіру. Өте маңызды, күшті. Мұртымызда өкінішке қарай біз кейбір кезде қолдауды былай түсінеміз. Бұл мен де ата-анамын. Бұл жерде былай ойлап қалмасын. Бұл Емелбаев Руслан бізге де істеп, мен де ата-анамын. Өзіме де бұл айтылып отырған сөз. Біз кейбір кезде қолдауды баламызды бір курсқа беріп ақшасын төлеп жатсақ, қолдау осы екен деп ойлаймыз. Балам, мен төлеп отырмын ғой. Дайындалып жатсың ба? Дайындалып жатсың. Бірақ баланың көп жағдайда тек қана оған ғана мұқтажы жоқ. Ол біздің ата-аналық, онымен қарапайым кейбір кезде жай ғана бір сөйлесуімізді ғана талап етеді. Ата-ана отырып бір менен сұрасам, қалай болып жатыр менің дайындығым? Мен не қалаймын? Мен қайда түскім келеді? Жай ғана көңіл күйімді сұрасам. Мен ұлттық тестілеу орталығында жүрген кезде біраз өнерлерді алып жүрген, бала ұбт-дан шығады. Ата-аналар күтіп отыр, бұрынғыдай күтпейді енді, бірақ ауылды жерге баладан бірінші сұрайтын сұрақ білесіз бе не? Қанша бал дейді ғой. Көңіл күй емес. Қанша бал? Қанша бал? Езде бірінші кезекте балам қалай, шаршадың ба? Көңіл күйің жақсы ма? Одан кейін көлікте кетіп бара. Енді бала бәрінің көзінше ана жерде басқа да ата-аналар тұрған кезде не деп жауап береді? Мен 60 бал алдым деп жауап бере ме? Немесе шекті бала алмай қалдым? Жоқ. Осындай жағдайларда кейбір кезде балалардың дұрыс бұрмалап жіберетін кезеңдер де болады. Ана ұбт-ның грант сертификаты кезінде жалған сертификаттар пайда болды ғой. Неге? Ананың көзінше біз қазақта ұят деген бар. Ұялады да айтады, мен мама 90 алдым дейді. Одан айтып қойғаннан кейін бітті, не істейді? Жалған сертификаттар дайындайтын кездерінде болады. Онда өзіңіз де талай куәгер болған шығарсыз. Соны жасырып келеді де грант конкурсына құжат тапсыруға барғанда базадан тексергенде балы басқа. Соны ата-ана ойбай менің балам балы 90, мына 50 деген бал қайдан шықты деген сияқты. Сондықтан демек бұл жерде біраз баламызбен отырып кейбір кезде бір сөйлесуіміз керек. Балам, сен көңіл күйің қалай? ұбт жарайды, былай тұрсын. Сен жалпы қалайсың өзің? Өте маңызды. Өте маңызды. Бәріміз де ата-анамыз ғой. Осы жетпейді кейбір кезде бізге. Сондықтан қолдау деген осылай болу керек деп ойлаймын. Әрине баланы оқытуға тырысамыз, жағдайын жасауға тырысамыз, бірақ кейбір кезде шынайы отырып бір ата-ана ретінде, бір дос ретінде баламызбен сөйлесуіміз, көңіл бөліміз жетпей жатады. Енді мен керемет тәжірибелі ата-ана деп айта алмаймын, бірақ жалпы осы өмірде көріп жүрген, осы салада көріп жүргенде осы барлығымызға жетпейді. Бұл маған да жетпейді, сізге де жетпеуі мүмкін. Жалпы ата-ана ретінде осы өкінішке қарай баламен арадағы қарым-қатынасымызда жетпей жатады. Рахмет Руслан мырза, өте құнды ақпараттарыңызға рахмет. Жалпы бүгін шын мәнінде бұл тек қана талапкер емес, ұбт емес, былай қарасақ жалпы өмірдің негізгі кезеңіне аяқ басайын деп жатқан болашақ ұрпаққа деген ақыл кеңес бол. Және осы ұрпақ тәрбиелеп отырған әр ата-ана өзіне керегін алды деп ойлаймын. Біз бұл жерде тек қана ұбт сөйлескен жоқпыз, құрметті ата-ана. Біз бұл жерде шын мәнінде өмірге қажетті әрбір кезеңді атап өтіп кеттік. ұбт-ның ережелері бар, оны барлығыңыз білесіз, ертең үйренесіз, білмесеңіз осы подкаст қайталап көріңіздер. Бірақ ең басты мәселе бұл біздің баламызды бір жоба ретінде көру керекпіз. Біз қалай ұят болмасын деп анау айдаладағы немесе алыс қаладағы туысқанға бір күн барып тойға барамыз ғой. Дәл солай баламыздың да біліміне, баламыздың мектебіне, орталығына, жиналысына барып кей кезде көңіл күйін сұрап, балам қалайсың? Не қалайсың деп, онда бір жоба ретінде қарап, айтады ғой, 100 мектептің бере алмаған білімін, тәрбиесін кей кезде ата-ананың бірақ сөз жеткілікті болады. Яғни, балам, сен мен үшін керексің. Сенің көңіл күйің мен үшін маңызды. Яғни ұбт өмірдің соңы емес. ұбт-тан кейін қанша бала әртүрлі жағдай түсуі мүмкін, бірақ сіздің қолдауыңызбен бала өзіне келеді. Сондықтан да
ұбт-ны бір жаңадай өтпелі кезең, ұбт-ны бір өмірдің бір келесі қадамына бір сондай бір баспалдақ ретінде қарасаңыз, бала да ертеңгі күні стресске кірмейді, әр жағдай кірмейтін болады. Иә, бүгін мақсатымыз сіздерді қорқызу емес еді, бүгін мақсатымыз сіздерді жалпы шынайы ақпаратты негізгі көзден алу еді. Міне бүгін осыған нәтижеге жетті деп ойлаймын. Руслан мырза, уақыт бөлгеніңізге үлкен алғыс айтамын. Иә, шынымен де осы подкаст бір көптеген талапкер ата-анаға пайдалы болды деген үміттемін. Бұл подкаст әлі соң емес, әлі сіздерді талай мазалаймыз деп ойлаймын. Өзекті тақырыптар өте көп байқап отырмын. Уақытым болса келесі подкасттарға сізді шақырғымыз келеді. Иә, мүмкіндігіміз болып жатса, уақытымыз болса, әрқашан дайынбыз. Тамаша. Рахмет сіздерге. Иә, құрметті тыңдарман, осымен бүгін подкастымыз аяқталды. Бұл подкаст әлі тоқтаған жоқ. Әлі талай подкасттарымыз жалғасады. Келесі подкасттарымызда кімді көргіңіз келеді, қай өңірдің басшысын, қай университеттің басшысын, немесе қай салада ақпарат алғыңыз келеді, комментарий жаза кетіңіздер. Біз де өз кезегімізде барлық сіздерге пайдалы болуға тырысамыз. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше сау сәлемет.